Тағы да қош келдіңіздер. Шын айтқанда біздің хабарымыз отбасылық болғаннан кейін біз ағайын туыс, әке шеше, отбасымен шақырып жатамыз. Осы жолы Мұхамеджан мырза енді керісінше көршісін алып келіпті, көршісін шақырыпты. Ол да жақсы. Бірінші рет болып отыр мұндай жағдай негізі бізде. Ал бірақ отбасыңызды көп көрсете бермейсіз. Енді өздерінің қалауына қарай кейде шыққылары келмейді. Өзі былай ғой, бір отбасында біреу жарқ етіп қатты шықса, қалған адамдар соның тілеуін тілейді да, енді танымалдылықтың бәрін соған бергенбіз енді деп отырады ғой. Қазақи сондай түсініктер бар енді. Үйде қай бала видео, фотодан қашпайды? Қазір менің үшінші қызым неге түсті? Үшінші қызым осы кинорежиссураға түсті. Жақын? Жақында осы биыл. Өйткені өзіме жақындау, шығармашылыққа жақын қызым сол. Мен айттым, онда сен сол бағытқа оқы деп соған университетке. Шақыруыңыз керек еді бүгін қызыңызды. Иә. Ол да аяқ астынан бір Астанаға жұмыспен ұшып кетті да осы күндерде. Қазір Астанада әлі келіп үлгермеді. Сіздер осы Алматыда тұрасыздар? Алматыда тұрамыз, иә. Ал бірақ кейде Астанада да тұрған кездеріңіз болды, шетелде де? Астанада мен Асыл арнаның үлкен филиалы Астанада жұмыс жасады. Сол кезде сонда мүмкін басы бүтін көшіп барамыз ба деп мен бір пәтер алғам, сөйтіп сонда тұрғанбыз. Кейін Алматыға қайту керек болып, Алматыға қайтып келдік. Бірақ ол кезде отбасысыз мен жалғыз тұрдым. Кейін балаларымыз оқимыз дегеннен кейін Стамбулға барып тұрдық қастарында 6 ай, 8 ай. Қайтып келдік, тағы да 1-2 ай барып тұрдық дегендей, шетелде де тұрып көрдік. Қай жерді отаным, ыстық үйім деп санайсыз? Яғни Астанадағы үйді ма, Алматыдағы үйді ма, білмеймін, тағы да ауыл жақтағы қара шаңырақты ма? Өзі мынандай нәрсе бар да, мысалға намаз оқитын адам бір жерге барғанда қысқартып оқиды, бір жерге барғанда толық оқиды. Соны мен сұраймын ғой енді ұстаздардан. Қай жерде өзі қысқартып оқисың десем, қай жерде отбасың жоқ, үйің жайың болса да намазды қысқартып оқисың дейді да. Сондықтан қай жерде отбасыммен біргемін, сол жер жайлы болып кете береді. Ал бірақ енді біз Алматыға үйрендік қой. 91 жылы келдім Алматыға. 91-де келдік. Иә, бізден бір 3 курс жоғары оқыдыңыз. Біз 94-те келдік. 92-де университетке түстім, бірақ мен одан жарты жыл бұрын келіп алдым. Дінмұхаммед атамыз шақыртты. Сонымен Алматыға келдім, интеллигенцияның арасында жүрдім. Тұманбай Молдағалиев көкеміздің үйінде, Серік Абдырайым сияқты үлкен-үлкен ағаларымыздың үйінде 1 ай, жарты айдан жүріп, мен сол университеттен алдын келіп алдым 91-де. 92-де университетке түстім. Ал мынау көшіп қонып жүргенде кейде жаңағы отбасы жоқ, біз бір жерде тұрақтайық, өзіңіз ғана барып тұра беріңіз деген сәттер болды ма? Мысалы, отбасынан жырақ, ең ұзақ жалғыз тұрған кез? 1 ай шығар. 1 ай. Астанада, иә. 1 айдай тұрдым. Бірақ енді қазіргі уақытта транспорт, мүмкіншілік мол ғой енді. Бару, келу, сондықтан қазір бір жерге барып отбасымен тұру қиын емес негізінде. Отбасың келе қалады, сен бара қоясың деген сияқты. Ол ілгергі заманда ғой, мысалы 6 айлап, 1 жылдап жоқ болып кетіп, енді апамдар біледі оның шет жағасын. 1 айдай шығар, айтпесе қалған уақыттың бәрінде біргеміз. Жалпы мен өзім шетелге шыққанда отбасымен шыққанды жақсы көремін. Демалғанда ма әлде жалпы? Демалғанда да, жұмыспен болса да, егер жұмысқа кедергісі жоқ болса, жұбайымды алып кетем, кейде қызымды алып кетем, қыздарымды алып кетем. Мен қыздарыммен қыдырғанды жақсы көремін. Өйткені 4 қыз, 2 ұл. 4 қыз, 2 ұл. Себебі қыздарды бір жалғыз қыдыруға жібере алмайсың. Қауіпсіздік бар, басқа бар, қорқасың. Ал кейін тұрмысқа шығып кеткеннен кейін ол қандай орта болады, қалай болады, оны тағы білмейсің. Сондықтан жалпы қыздарым қасымда болған кезде өзім көп қыдыртқым келеді. Мәселен, енді мүмкіншілікке қарай ғой барлығы. Қыздарым мектеп бітірген кезде бәріне уәде беретін. Мектеп бітіргесін өзім Парижге алып барамын. Мектеп бітіргесін өзім анда барамын деп. Сөйтіп, жаңа руханият жағынан, мысалы, умрасын апарсам, басқа жағынан теңізіне апарсам, мүмкіндігім болса, жаңағы әлемдік ең топ жерлерге, қалаларға әкесі ретінде өзім апарып, өзім бірге жүріп, бірге қыдыртып, сол жердің тарихын, сол жердің жақсысын, жаманын дегендей таразылап өзім айтып бергім келеді. Қыздар ашық ойын айтып, сырласа ма? Солай қалыптасқан біздің қыздар. Олар біледі. Ұнайтын, ұнамайтын бәрін айтып береді. Әрине. Әке мұнда барайықшы, әке бұлай болайықшы деген сияқты. Олар менімен қыдырған жалпы жақсы көреді. Негізі менің ойымша әкемен қыдырған ең ыңғайлы, жайлы, сұрағаныңды әпереді, сондай ой. Солай ғой, мысалы, мамасымен қыдырса, мамалар кішкене қаталдау болады. Қайтесің, бар ғой, анау сумкаң бар, көйлегің бар деген сияқты. Мен оны әпер деген нәрсесін әперем, сондықтан әкемен қыдырған. Қыздар қатар ма? Қатарлас, иә. Бәрі, төртеу. Енді ондай емес, ортада бір ұл бар, сондықтан сәл үлкен қызым 22-де, кіші қызым 10-да.
Ең кіші ұл 4-те. Бір ұлым қазір 22-де, үлкен қызым 24-те, одан кейін ұлым 22-де. Ең кіші кенжеміз ол 4-те. Қалай бұлай 24-пен 4 мыналардың өскенін білмей қалдым дейтіндей ма? Алдыңғылар білмей қалды, олар кейінгі енді тәтті ғой. Енді мына 4-тегі ұлымызбенен қазір немереміз қатар өсіп жатыр. Сондықтан олар бір-біріне бауыр болып кететін сияқты. Мысалға үлкен әпкесі бір анасының сіңілісі сияқты болып кетеді. Иә. Ол да бір анасы сияқты болып отырады. Иә. Бауырына. Жақында қызды ұзаттыңыздар, құтты болсын. Димашқа ұқсатты бәрі, елдің бәрі. Омарды алғаш көргенде, жалпы сол той туралы өзіңіздің аузыңыздан естісек. Жалпы қазақ өзі тілектес халық қой. Аты шыққан адамға жақсылық қалайды. Димаштың үйленгенін, тойы болғанын күтеді деген сияқты. Немесе Мұхамеджан әйтеуір жастарға бір қамқор аға болып жүргесін, бір тағдырларды байланыстырғысы келеді. Өзі бір қиялымыз кең халықпыз ғой енді. Сондықтан қуанам. Әйтпесе енді Димашта күйеу балам, Омарда мықты жігіттер ғой, мықты адамдар ұқсап тұрады ғой, жарқ-жұрқ етіп. Жалпы енді осы мен енді Омарды кішкентай кезінен білем, жалпы енді әкесімен бұрыннан қарым-қатынастамын, доспын, араласып біліп жүрген адам ғой енді. Сонда бір жақсы болғаны, қыз ұнаттым дегеннен кейін, ол ниетін білдіргеннен кейін әкесі мен шетелге кетіп бара жатыр едім, болашақ күйеу баламды қасыма қосып жіберді. Сізбен бірге барып қайтсын, әңгімелесіңіз, көріңіз, таныңыз, енді кішкентай кезінде көрген бір бөлек, қазіргі ой пікірін біліңіз деп маған командир іс-сапарға шетелге қосып жіберді. Сөйтіп мен қасымда бірнеше күн бірге шай іштік, бірге тұрдық, бірге ұйықтадық, бірге жүрдік. Сөйтіп сұрақтарымыз, әңгімелестік дегендей, сөйтіп бір жолата мысалы көзімді жеткізіп келдім. Шын мағынасында жаңа қызыма қамқор болатындай, бір-біріне үлкен бір тағдырына тіреніш болатын адам екеніне көзім жетті. Арасында сынаған жоқсыз? Жоқ, сынақтың түрі көп қой, енді сынақ байқалмай жүріп жатады ғой, сынақтың барлығы. Байқалмай жүріп жатады. Не маңызды болды күйеу баланың бойында? Осы бір қасиеті, мінезінде? Неге қатты мән бердіңіз? Біріншіден, маған жеңілдеткен нәрсе, ол білетін жерден болғаны, сондықтан оның материалдық жағдайы, оның жалпы тәрбиесі, жалпы бағыт-бағдары, құндылықтары мен үшін белгілі. Бірақ оның жеке басының сапасы. Жеке басының сапасында мен үшін ең маңызды нәрсе, ол адам қаншалықты жауапкершілік көтеруге пісіп жетілді. Жауапкершілікті жалпы қаншалықты сезінеді жеке басында. Мысалы, осы нәрселері маған өте ұнады. Мәселен, мен қызым бір жерден бір жаққа шетелге ұшу керек болып қалып еді, соған уайымдады сол кезде. Мен бірге ұшып барып келейінші, немесе мен күтіп алайыншы деген сияқты бір жай қарап отырған жоқ та, енді мен әлі әйелім емес қой деген жоқ, уайымдап, қалай болып қалады жолы деген сияқты. Сондай сезімдері, сондай жағдайлар арқылы мысалы жауапкершілігін көрсетті. Одан кейінгі екінші нәрсе жалпы мейірімді екенін көрсетті. Себебі әйел адамға ең басты нәрсе ол қамқорлық қой енді. Қамқорлық ол байқалмай жасалады, байқалып жасалады, бірақ ол қамқорлық мейірімнен туындайды. Адамның бойындағы мейірімді сен үйрете алмайсың. Ол я бар, я жоқ. Сол мейірімнің бар екенін көрген кезде менде сенім ұялай бастады. Мысалға, болашақ қызымның өмірін көз алдың елестетесің ғой енді. Сол жігіттің мейіріміне байланысты болды. Енді ең үлкен нәрсе... Егер ұнамаған бір мінез болса, бермес пе едіңіз? Әлбетте, шешім қабылдай алмайсың ғой. Ол кездерде басқа шешім қабылдауға тырысасың. Себебі дүниедегі ең әке үшін үлкен қуанышта, әке үшін ауыр нәрседе қыздың тағдыры. Себебі енді ол да ер азамат дейсің, өзінің өмірі бар дейсің, қыз саған жәутаңдап қарайды ғой, қалай болғанда да. Қанша ақылды болса да, қанша, мысалы Асекеңде қанша қыздарын ұзатып жатыр ғой? Жоқ, менде бір-ақ қыз. Өзі. Туған туысқандардың ба? Менде 3 ұл, бір қыз. Бір қыз. Сол жақында. Міне осы, жақында ғана. Құлап Жоқ, мен ол шетелде емделіп жатыр едім, боламай қалдым. Мен бұл кісіні хабарластым. Маған туралап жасағым келді. Бірақ мен келе алмайтын болдым. Бұл кісі ұрсат тұрады, мен қызды күттіруге болмайды ғой. Қызыңыз енді ата-енесімен бірге тұрады ма? Ата-енесімен тұрады қазір, мен келін алдым, келінім де қолымда тұрады. Қаншалықты дайын болдыңыздар? Келінмен тұрды. Біз енді оған дейін қыз ұзатқанбыз, өзімнің туған туыс, іні қарындастарымның келіндері үйде тұрған, бізбен бірге інілеріміз келінмен тұрған, сондықтан белгілі бір дәрежеде тәжірибеміз бар. Сосын кейін осы 3 құдалықта да бізге жеңілдеткен нәрсе үшеуі де білетін жер.
жақын жақсы араласатын білетін қарым қатынас бар, кім екенін білесің, танисың. сіздер өздеріңіз балаларыңызға қыздарыңызға айтқан жоқсыздар ма, мысалы жақсы болар еді білетін жерге барсаңдар деген сияқты. Кейде үйде болады ғой шайдың басында сондай, мен өзім таныстырамын сені деп, кейде мысалы болады ғой. Енді қыздың да ұлдың да көкейінде жалпы бір болашақ жарым осындай болса деп, мүмкін жан жақтан өздері де қарап жүрген шығар, мүмкін оларға біреу жазып жүрген шығар. Енді жалпы өмір болғасын, ашықтық болғасын болып жатыр ғой барлық нәрсе. Бірақ жайлап бір әңгіме үстінде ұсыныстар айтылып, бағыт бағдар көрсетілгенде қарсы емес екенін білесің. Сосын жайлап өзі бір іздестірсем қалай деген нәрсе болғанда, жаңа қызың күліп, ұлың қуанғаннан кейін ары қарай әрекет жасалынады. Енді айналып келгенде жастар өздері тапты демек. Бәрі, бір-бірін. Біз бағыт сілтедік, жастар өздері тапты. Біз бағыт сілтедік, жастар өздері. Менен ондай үлгере алмай қалдым. Мұқан айтатын, Мұқан осы көп нәрсені араласу керек. Араласу керек, яғни жастардың таңдауы. Бірақ мен өзіміз кезінде өзіміз таптық қой, өзіміз жарларымызды. Сосын бұларға бірінші берейік. Мүмкіндік берейік. Мүмкіндік берейік. Өзің таңдауы ғой. Өмір бақи сол кісімен өмір сүреді ғой деп. Мен шамал Асекең ұл қыздары өте, бұл кісінің ұл қыздары өте білімді. Сосын кейін былайша айтқанда анасының, әкесінің үлгісін алған балалар. Былайша айтқанда бір бұл кісілер ұлым мынандай болып кетті, қызым мынандай болып кетті деп уайымдағанын көрген жоқпын. Бір қабағына қарап тұрады. Барлығы осы кісілерге ыңғайланады, өзі жалпы тәрбиелері маған ұнайды. Білімге де, мысалға өздері Назарбаев университетіне түсіп, әлемдік компанияларға жұмысқа тұрып, былайша айтқанда білімде де озық. Сосын бұл кісі сенді. Былай ғой, сенетін бала бар, сенбейтін бала бар. Сені өз қарайлады, кейін сәтін салды. Мысалға, Совет қоғамында, Ләйла, Совет қоғамында 99% жастар өздері тапты, өздері үйленді. Оның екі үлкен себебі бар. Бірінші себебі, жалпы қоғамда стандартты жүйе бар еді. Жалпы моральда да, қарым-қатынаста да, адамдардың идеологиялық ойлау жүйесінде де бір мәдени ұстанымдары да ұқсайтын. Тіптен сен анау Ярославлдың қызын алсаң да, немесе Украинадан барып алсаң да шамалас болатын. Сондықтан қатты қауіп қорықпайсың. Қазір бір елде, бір жерде, бір қалада тұрғанменен адамдардың құндылықтары мен көзқарастары өзгеріп кетті. Ала-құлалық көп. Сондықтан да кішкене бағыт бағдар беріп, былай үлгі көрсеткен мен ойымша жақсы деп ойлаймын. Тыңдайтын бар, тыңдамайтын бар. Жоқ, бағыт бағдар берген дұрыс. Бірақ тыңдау, тыңдамау да мынаған байланысты да. Мысалға, өзі кішкентайынан балаға сен махаббатыңды салсаң, баламенен мейірімді болсаң, баламен ашық болсаң, ол күрделі дүниелердің кезінде бәрібір саған құлақ асады. Өзі бала саған қатты бір стресстерде болып, ренжіп, ортада үлкен-үлкен конфликтлер болса, ол бала үйлену кезінде емес, басқа мәселеде де тыңдамайды. Өз көзіміз көріп атқан дүние ғой. Сондықтан барлығы баламен кішкентай кездегі махаббат пен мейірімнен басталады негізі. Еш уақытта ұл қыздарыңызбен конфликт болмаған ба? Жоқ, ондай болған жоқ. Әрқайсының өзінің бір жасына сай, бір кезеңіне сай, бір мүмкін түсінбей қалған сәттер болуы мүмкін, бірақ үлкен конфликт болған жоқ. Мен енді мысалға ұлым бір күні былай болды. Ұлым 7-ші класс оқып жүргенде, көп ата-ананың басында болатын нәрсе ғой. 6-7 класс оқып жүргенде мектептен қашып кетіп, компьютерный клубтарға кетіп, балалармен сөйтіп жүрді. Сосын білдім. Сосын анасы маған айтып, екеуміз ақылдасып отырғанда айтым, ұрыспа. Қай жерде отыр екен, тауып алайық, көрейік деп, сосын барсақ жаңағы мектепке жақын жерде компьютерный клубта ойындар ойнап, балалармен күліп ойнап сөйтіп жүр екен. Оны мұғалімдер айтты, жоқ бала деп. Сосын алып келіп, ұрысқан жоқпын, жай алып келіп, сөйлесіп, сосын қыдырып, ол қашан ұрсады деп күтіп жүргенде болуы мүмкін да сол кезде. Мынау енді қашан ұрсады. Көрді ғой компьютерный клубқа келіп тұрып, ұсталып қалды ғой. Ұсталып қалды. Бірақ біздің көп ата-аналарда болатын қателікті қайталамайыншы дедім да. Себебі баланы біз бірден жазалай бастасақ, бала сол сәтте сенен құтылуды ойлайды, ол тәрбиеленбейді. Немесе ол үлкен бір өмірінде шешім қабылдамайды, ол сол сәтте құтылуды ойлайды. Сосын мен ұрысқан жоқпын, бірақ сезіндірдім ұсталып қалғанын. Сөйтіп мен оған ол күтпеген қарым-қатынас жасадым. Одан бетер сыйлық жасадым, қуанттым, ол түсінбей қалды. Папа қашан ұрсады? Ол ұрсуды күтіп жүр. Соңында барып, сондай бір шок болып, таң қалып, ұрсудың орнына осынша махаббат жасады ғой деген кезде ғана, балам енді үйтпе, сен ондай бала емессің ғой деді. Болды, одан кейін құлан таза ол нәрсеге қайтып барған жоқ мысалға. Өйткені оның берекесі, сол шешімнің балаға әсер еткен берекесі, ол сенің сағаттап ұрысқаның, жазалағаның, тыйғаның, масқаралағаныңнан 1000 есе артық.
бала оны жүрекпен қабылдады, махаббатпен қабылдады. Мыналар мені соншалық жақсы көреді екен ғой, мен де олар жақсы көретін нәрсе істейінші деп бағалады мысалы. Сол сияқты конфликті көбінде қай кезде туындайды, біз баланың бойындағы бір келеңсіздік көрініс алған кезде біз соны түзететін біз деп ойлаймыз да. Сөйтіп бірден түзеткіміз келіп, жазалағымыз келіп, өзіміз ойлағандай қылғымыз келеді. Бірақ ол да тұлға, оның да ойы бар, оның өмірі бар, оның қаны бар, сүті бар бойында. Ол бір тұлға жеке. Сондықтан оның өзінің дұрыс шешім қабылдауына негізі мүмкіншілік жасап, түрткі болу. Ата-ананың көбінде. Себебі біз мысалға жаугершілік заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз. Соғыс кезеңі емес. Бірден кесіп пішіп, ей бала, былай деп кесетіндей немесе жаңағы бірден. Біз бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Мына бейбіт тоқшылық замандағы баламен қарым-қатынастың заңдылығы бөлек, жаугершілік соғыс кезіндегі баламен қарым-қатынастың орны бөлек. Енді барлығыныңкі бірдей жазылып жатқан сынның барлығы орынсыз деуге бола ма сонда, әлде? Жоқ, ол орындысы бар, орынсызы бар. Кімнің айтқаны жүрекке қатты бат? Менің өзім сыйлайтын адам еді, айтатын орын емес еді деген сияқты. Болды ма сондай? Маған қатысты жүрекке батты деп ойламаймын. Мен бірақ біреулерге кейде жаным ашып, жүрегім ауырады. Жаным ашып. Ол қалай? Мысалға сенің бір әріптесің, журналист, бір адам саған жекеңе шығады да. Мәке, уайымдама, біз сені сыйлаймыз ғой, сен осындай адамсың, түсінемін деп жазады да. Бір сәттен кейін басқа бір әріптесіне, мұхаң вообще енді бар ғой ол деп мүлдем екі жүзділікпенен басқа сөз айтады да ана жаққа. Маған оны келіп кетері жоқ, бірақ мен ана адамды аяғаннан жүрегім ауырады да. Себебі неге мысалға екі жүзділік деген нәрсе адам тұлғаландырмайды. Екі жүзділік деген нәрсе ісің берекесін қашырады. Сосын өмір бақи үйтіп өмір сүру мүмкін емес қой мысалға да. Мен сол адамдардың екі жүзділігіне жүрегім ауырады. Өйткені Абай айтады ғой, осы күні досыңнан дұшпан күшті дейді. Себебі дос дегеннің бәрі екі күшті дейді да. Біздің қазақтың немесе тұлғалардың әлсіреуі ол дұшпанымыздың мықтылығынан емес, досымыздың тұрып бермегендігінен болып жатыр ғой мысалға. Сондықтан ал әйтпесе енді қазақта сөз бар ғой, кісі білмегеннің дұшпан дейді. Базарда мың кісі бар, әркім танығанына сәлем береді. Сол сияқты ол сені шын танымайтын, шын білмейтін адамдардың артық сөйлеп жатқанын неге ренжітеді? Мен ренжітпейді, өйткені ол білмейді. Білмегесін ренжиді. Сол осы жайында айтып кетейінші. Осы жайында Мұқан көп айтатын. Сен мысалы бір адам жайында, мысалы Мұқан жайында мен ортада жүремін ғой, басқа орта, мен бұл кісінің көршісі екенін білмейді ғой. Бұл кісі жайында бір енді атын бір артық кем айтылады. Бір ол жиында отырдым. Енді айтып берейін, енді әңгіме болсын. Төбелесе кетесіз ба бірден? Жоқ. Соны сабырлықпен тыңдаймын. Қарасам бір аты белгілі азамат Мұқан жайында әңгіме айтып жатыр да жерде. Мұқан мынандай, Бұл болған оқиға. Болған оқиға. Өзім өмірімде болған оқиғаны соны айтып берейін. Сосын бүйтіп тыңдап отырдым. Сіз әңгімесін айтып болған кезде біраз адам отырмыз дастархан басында. Сосын тұрып айттым. Сіз Мұқаңды танисыз ба дедім. Жоқ, танымаймын деді. Онда сіз тыңдап алыңыз дедім. Бір адамға мысалы мінездеме беру үшін, ол кісі мынандай деп ғайбатқа кіріп кетпеу үшін, ол кісі жайында маған өзі Мұқаңның аузынан естігем. Сіз ол кісімен бірінші көрші болуыңыз керек. Үш нәрсе бар. Сол үш нәрсені бірінші көрші болуың керек екен. Екінші, бір сапарлас болуың керек екен. Сапарда адамның мінез құлқы ашылады. Жақын жүрген кезде араласа бастағанда белгілі болады, қандай адам екен. Үшінші, алыс беріс болу керек екен. Ақшалай, мысалы ақша беріп сынап көруге болады. Қайтара ма, қайтармай ма, уақытысында қайтара ма, или сыйлық беріп көр, алыс берісің бол. Сол үш нәрсе сізде сол нәрсе болды ма, сізде болды ма дедім. Жоқ деді. Онда мені тыңдаңыз дедім. Мен сол Мұхамеджан Тазабекпен біріншіден көршім дедім. Туған көршім. Қасында үйіміздің арамызда үй жоқ дедім. Екінші дедім, сапарда, даже ұлы сапарда бірге болғанбыз. Бір ай Меккеде қажылықта екеуміз бір ай бір бөлмеде тұрып, мысалы, сапарда бұл кісінің кім екенін мысалы мен білемін. Үшінші, алыс беріс бар біздің арамызда. Мысалы, маған бір ақша жетпей қалады, жүгіріп барамын, Мұқаңды сұраймын, бұл бере салады. Бұл кісіге бірден керек болып қалады, тапсырма. Сыйлық береміз бір-бірімізге. Сол үшеуі де менде бар деймін да. Сіз соның үшеуі сізде бар ма бойыңызда дедім. Жоқ деді. Онда сіз ғайбат айтып отырсыз дедім. Ол үлкен қателік дедім. Артынан өйтіп, ол кісі мынандай деп айта алмайсыз. Мен айта аламын дедім. Менен сұрасаңыз, мен ол кісінің мінездеме бере аламын дедім. Сіз бере алмайсыз.
көп жағдайда жеке басқа айтқаны бір бөлек та, мынау отбасына қатысты да ақпараттар айтып, болмаса білетіні бар, білмейтіні бар, бөлісіп, орынсыз сынап жататындар болып жатыр. Енді оның үстіне Ләйла, жалпы біреу жайында жалпы жақсы, жаман деп айту үшін ең тағы бір қосылатын нәрсе бар, ол отының басын білу да. Отының басын білу керек. Мысалы, біз анаңызды көріп отырмыз, сіздің от басыңыз қайрекеңді білеміз, ұл қыздарыңызды білеміз, жалпылай алғанда бұлай көрісіп, дастархандасып болып жүрген жағдай. Сондықтан бір аз кем айта аласың да, иә, олар осындай адамдар деп та. Сондықтан қазіргі қоғамдағы негізі бізге, біздің жүрегімізді ауыртып жатқан адамдар мынандай бейбітшілік пен тоқшылықта бір 5-10 теңге тауып бала шағасын асырайтын халде жүрсе де, енді басымызға бомба түсіп жатқан жоқ қой. Бірақ ызаға толы адам көп. Бір-бірін көшеде сигнал басқан адам көп. Бір-бірін қағып кете жылдайды, кішкентай нәрсені көтере алмайды. Осының ар жағында не десең, көп адам ғайбатпен өсекке уланып қалған. Ғайбатпен өсекке уланған, ананы да жамандайды, мынаны да жамандайды. Көптеген ғайбатшыл адамдар мінберге шығып кеткен. Бұл енді жалпы қауымның, адамзаттың бір бақытсыздығына үлес қосып жатқан дүние. Мүмкін бұл да бір уақытша нәрсе. Мысалға мен бір мынандай оқиға айтып берейін сізге. Мен Шымкентте бір ағамыз бар еді, әлі де бар ғой енді. Үлкен қызмет істеді, сөйтіп жүргенде ол кісі қан қысымымен ауырды, артынан қант диабеті болды. Содан не керек, екі көз көрмей қалды. Екі көзі көрмей қалсын, үлкен емханаға жатқызды, емханадан кейін санаторийға жатты. Не керек, күнделікті күйбең тіршіліктен ол кісі алыстап қалды. Өзімен өзі. Тек бала шағасы, туғаны барып жағдайын сұрамаса, күнделікті кәсібі, бизнесі, тіршілігі бар еді ғой баяғы. Бұрын беделді жүрген адам, соның бәрінен ажырап, өзімен өзі болып қалды. Санаторийде қашан көрсең қашан. Сөйткен кезде ол кісінің жайлап қан қысымы реттеле бастады. Қант диабеті кете бастады. Сосын жайлап сығырайып көзі көре бастады. Сосын бір күні барып отырғанда ол кісі айтады ғой, ей бауырларым дейді, мен бір нәрсеге таң қалып отырмын дейді. Мені осы ауруға душар еткен нәрсе дейді, мына көзім көрген, құлағым естіген нашар ақпараттар екен дейді. Қарайым, сенің балаларың қалып баратыр, жұрттың барасы озып баратыр. Сен баяғы ескі үйде тұрасың, жұрт жаңа үйде тұрады. Мына жақтан біреу ананы жамандап жатыр, біреу мынаны жамандап жатыр. Көзің болғасын, барасың, құлағың болғасын естисің дейді. Сондай бір қажет емес, энергиясы нашар ортада көп болғандықтан мен өзімнің рухани соңында физиологиялық ауруға душар болғанымды білмей қалдым дейді. Оның емі де сол керек емес ақпараттардан аман жүру екенін енді түсініп жатырмын дейді. Қазір мен өзім жақсы сөз естуге тырысам, жақсы жерде судың сыңғыры, құстың сайрағаны, сондай бір жапырақтың сылдыры, сондай таза табиғи жердемін дейді, мен емделе бастадым дейді. Сонда көптеген біздің бойымызда болып жатқан аурулар, немесе бір-бірімізбен болып жатқан керексіз конфликтілердің ар жағында өзімізге маза бермейтін қажетсіз ақпараттардың тасқыны ғой. Негізі өзіңді сақтасаң, көптеген аурулар да сенен алыс жүрер еді. Көбінде мен енді қайын жұртым Бекболат Тілеухан қайнаған болғандықтан сол кісімен байланыстырып артық сөздер айтатын адамдар болады. Мысалға, ойбай, қайнағасы екеуі бүйтеді екен, қайнағасы екеуі сөйтеді екен. Иә, Бекболат ағаның жиен қарындасын алып отырмын. Мысалға, ондайлар болып жатады. Мысалы, өзіңіздің тойыңыз қалай өтті кезінде? Соны айтыңыз, бізде үзеңгіге салып отқан ұлдар бар. Енді менің тойым кішкене бір даңқты той болды ол кезде. Сол заманның, иә? Иә, мына үлкен бизнесмендердің айтатын сөзі бар. Адам табысты болуының ең үлкен түрткісі Алла сәтін салу дейді. Өз бір сәтін салу деген нәрсе бар да, бір болатын жерде болып қап, тұратын жерде тұрып қалғанда өз Құдай сәтін салады. Сол сияқты менің үйленген кезімде айтыстан ең даңқты, атақты болған кезім Серік Әбікенұлы Үмбетов деген кісі, өзі қазақи, жаңағы арақ шарапты ұната қоймайды, адал дастарханда қымызды жақсы көретін кісі, сол Жамбыл облысының әкімі еді. Сол жаққа үлкен ел ағалары келіп, елбасы келген кезде мен керемет арнау айттым. Сол арнауым елдің бір еңсесін көтеріп тастады да, сол жерде тұрып Серік аға уәде берді. Мұқаш, қашан үйленесің деді. Аға, осы жаздан қалмаймын бұйырса деп ем. Болды, ағаңмын ғой, тойыңды өзім көтерем деді. Ол тек қана бір әкім ретінде емес, бір ел ағасы ретінде сондай уәде берді. Содан не керек, үйленетін болдым. Сосын мына жақтан Бекболат ағалар қайын жұрт болып келе жатыр деген кезде Мырзатай Жолдасбеков деген енді академик ағамыз, менің айтыстағы ұстазым болып жүрген, сол кісі алды да Серік Үмбетовке звондады.
әй Секе, мына баламыз үйленейін деп жатыр, сен уәде беріп едің ғой деп. Болды, Мұхаңның ағалары көп қой, бәріне өзім айтам деп, ол өзі мені сыйлайтын кәсіпкер ағаларымызға сергін бөтіп телефон шалды. Ал мына тойды не істейсіңдер деп. Біреу базарком, біреу анда жүр, біреу мұнда жүр. Солар енді аяғын жерге тигізген жоқ. Былайша айтқан кезде біреулері түйе келіп жатты, мына жақтан қымыз келіп жатты, мына жақтан шұбат келіп жатты, мына жақтан менің жұбайыммен жүретін көлігімді бір бизнесмен дайындап, соның барлығын сол кездегі сол Мырзатай ағалар, сол кездегі жаңағы серік ағаларымыз ұйымдастырды. Енді ұйымдастырған өте жоғары дәрежеде. Мысалға әйелім осы Алматыда болды ма? Жоқ, Таразда болды, ауылда. Ауылда беташар тойдың өзі 1000 адам қатысты. Бегар Шойбеков құрдасым Түркістаннан арнайы келіп, сол бетін ашты. Үйлену тойым Тараз қаласында 1500 адамға жасалын, далаға жасадық. Өйткені мүмкін емес болды да, өткендегі Сәкен Майғазиев бауырымыздың тойы сияқты бүкіл тамада мен басқарам деп тұр. Бүкіл елдің бәрі тойға шақырмасаң да келем деп тұр. Сондықтан 1500 адамға дастархан жасадық. Бір үлкен ауланы алып, ресторанның ауласын алдық та, сол жерге 1500 адамға дастархан жасадық. Бірақ енді Алла разы болсын, Серік Әбікенұлының несіменен үлкен бір деңгейде өтті. Енді айтайын дегенім, ол Тараз өңірінде әрі салтанатты, әрі арақ шарапсыз болып жатқан алғашқы үлкен той еді. Алғашқы үлкен той болды. 2000. Өйткені ол тойға мысалы Тұрсынбек Кәкішев бастаған бүкіл академик ағаларымыз, мына жақтан Жүрсін Ерман бастаған көкелеріміз, кәсіпкер бизнесмен, қазіргі Форбста жүрген жігіттер, ол кезде енді бизнес бастап атқан, солардың бәрі келіп көтеріп, ауылда 3 күн 3 түн той жасадық. Бір жағынан енді қайын жұртымның ол кезде Бекболат ағалар болғаны әсер етті. Енді ұят болмасын дегендей елдігін көрсетті ауылдың азаматтары. Жалпы енді той болсын, жиын болсын, ас болсын, елді біріктіру керек қой. Оның ең ұлы мақсаты сол да, ел бірігіп, содан кейін үлгі алып кету керек. Бұрынырақта енді қандай жұмыспен айналысатыныңызды білетінбіз. Қазіргі қызметіңіз нақты? Себебі мына әңгімеден көп ойлауы мүмкін, Мұхамеджан мырза қандай бай, көлігін де сыйлайды екен, біреудің қалың малын да төлейді екен деген сияқты. Ләйла, ол жалпы адамның ризқы несібесі көбінде қызметке байланысты емес, абыройға байланысты. Нәпақаңызды қайдан тауып жатсыз? Мен 20 жасымнан көлік сыйлап келатырмын елге. 20 жасымнан бастап Алла берді, айтыстан енді 20 шақты, енді Айнұр сияқты 40-50 көлік мінген жоқпыз, бірақ 20-30 көлік міндік, пәтер ұттық. Сол көліктердің барлығы берілді, кейін олардың барлығын сатып жібердіңіз бе? Сатып жіберген жоқпын. Ол заманда көлік қымбат болатын. Кәсіп жасадым, басқа тіршілік жасадым. Мысалы, менің бір досым бар. Жеке бизнесіңіз бар ма? Кәсіптер бар ғой енді. Тіршіліктер жасайсың, жігіттермен кәсіп жасайсың, қарап жүрмейсің. Бая кімнің, Ғабиден Мұстафинның бір керемет, кімнің, қазір айтам, Ғафу Қайырбековтың ғажап сөзі бар. Еркек туралы, еркек дегенді бірінші қалай сипаттайсыз деген, еркек ақша табу керек дейді. Өз содан абырой басталады, содан әйелің алдында сөзің өтеді, содан ары қарай басталады дейді. Еркек ақша табу керек дейді. Еркек көп сөйлемеу керек. Еркек әңгіме айта беру, еркек ренжімеу керек, еркек қылт етпеу керек. Еркектің ең жаман сипаты ұрсу. Еркек ең жараспайтын нәрсе әйелмен ұрсу. Мысалы, мен өзім ең жеркенішті нәрсе әйелмен ұрсып отыру. Білмеймін, ұрысқым келмейді. Сіз көрші ретінде естімедіңіз? Бұл кісінің екеуінің арасында махаббат. Соны тұра тұрыңыз енді, осы жерде тұра тұрыңыз енді. Көршіміз сөйлесін енді. Айтып беріңізші. Үйдегі жеңгемізбен махаббат. Екеуінің арасындағы махаббат. Енді оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес ау. Енді мен көрші ретінде білем ғой, енді бір-бірлеріне қатты сөйлеу деген ол. Енді бұл кісі, мен енді былай ойлаймын жаңа, бұл кісі елдің азаматы ғой. Жаңа іс сапарда жүреді, мүмкін соған шығар, бір-біріне деген сағынып көрсет. Дұрыс па? Енді мен өзім сөйтіп ойлаймын. Ал мен енді банк саласының қызметкері болғам. Мен енді анау Мұхан айтқан айлап кетіп қалу, командировка деген білмеппін. Өмірімде бір командировка шығып көрмеппін. Банкта тұрады ғой. 9-да жұмысқа барам, түскі асқа үйге келем. 6-да жұмыстан шығам, үйге келем. Образ жизни екі түрлі. Екі түрлі.
солай да болса мұқан қараймын қай уақытта іс сапарда ана жақта енді бұл кісілер ұрысып өлгенмейді де шығар деп ойлаймын. Иә, қонақ көп келетін шығар үйге. Қонақ көп келеді, қонақ жай. Кімді көріп қалдыңыз мысалы? Таң қалып қалған кезіңіз болды ма? Мен мысалы бірінші Бекболат Тілеухан ағаны көрген кезде дастарханымыз болды, сол кісіге таң қалдым. Сосын ақын айтыскер ақын елдің барлығы осы үйден шықпайды, айтыс болып жатқан. Бұл кісінің енді атын айтып Бектеудің барлық. Бүгін Мұқан үйінде ет асылып жатыр ғой, қонақ келетін сияқты ма деген сияқты. Бүгін подъезде еттің иісі шығып тұрмай ма? Ет шығып тұрады, байқаймыз. Ол қонақ келіп жатқанда міндетті түрде үйге бір баланы жіберіп жібереді. Өзі Асекеңді ұмытып отыр ғой. Бұл кісі астында үйдің несі бар, үлкен кладовка бар, жалпы үйдің. Сол жерде біздің ғана морозильник тұрады ғой. Ең үлкен морозильник. Магазиндерде қоятын морозильник бар ғой. Одан үлкен. Магазиндікі деп тұрмын ғой. Дәу. Ол морозильник. Ішінде 2 жылқының еті деген. 2 жылқының еті тұрады, ана қазылары Сарыарқадан келеді, өзі арқаның. Оны жегенде арманда, жемегенде арманда. Көрші ретінде мен енді көрші ақысын беріп қойды бұл кісі маған. Бөлісе ме арасында? Айтып отырмын ғой, соғымына да, барлығына. Айтып отырмын ғой, үйіне қонақ келген кезде бала жүгіріп жібереді, біз үйінде болып табақтас боламыз. Мен кіммен табақтас болсам? Бұл кісімен керемет кештеріміз мынандай болатын. Мысалы ауыз ашарда енді қол тие бермейді ғой. Анда кетесің, мұнда кетесің. Сосын Асекеңе звондаймын. Асеке, сәресі бірге ішейік. Мысалы сәресіні сен туысқаныңмен туғаныңмен іше алмауың мүмкін, бірақ көршіңмен ішесің ғой. Сосын Асекең айтады, біздің үйде сұмдық сәресі дайындалып жатыр, бізге келіңдер дейді. Сосын ертесіне біз айтамыз, біздікіне келіңдер, Асеке, мықты сәресі дайындалып жатыр таңертең деп. Сол біріміздің үстіне бірі шығып, бүйтіп сәресіге жүреміз. Балалар да жүгіріп жүре береді, есік жабылмайды. Бір подъезде қанша? 2 пәтерден ғой. Екінші көршіңіз кім, бір этажда? Махаббат қарындасымыз, анау танитын шығар бұл кісі. Телевидение Анау Forbes деген журналдағы Махаббат деген главный редактор бар ғой. Махаббат аппақ келген келіншек. Мен түсіндім, Тимур күйеуі. Иә, Тимур. Мен есік-бесік көрші. Ол кісімен араласпайсыздар? Жақсымыз, қарым-қатынасымыз. Бір шай дескен жоқпыз. Сондай бір керемет көршім менің. Бір-бірімізбен. Енді ол кісінің күйеуі орысшалау, өзі қазақи, ғажап көрші болды. 10 жылдай көрші болды. Кейін ол кісі көшіп кетті. Ал қазір кім? Қазір жоқ, қазір бір пәтерге беріп қойды. Басқа кісілер пәтерге беріп қойды. Үстімде Әділ деген ағамыз, қай ауданда әкімі? Әуезов ауданының әкімі болды. Әділ ағам, ол енді ғажап адам. Бұл өзі сондай бір танымал адамдар. Тілектес ағам көршіміз, ректор 4-ші этажда. Тілектес ағамыз көрші. Сіздің үйде бұл ботаникалық бақта? Ең жоғарғы этажда кім тұрды? Иманғали Тасмағамбет болды бір жақ секретарь мәслихатына кім ғой? Аты кім еді? Алматының? Иә, қазір пенсияға шығып кетті, сенатор болды соңында. Көршілер болып бір құдай тамақ, жақын араласасыздар ма? Ауыз ашар, бір-бірінің есігінің алдында мусор тастап кетіп, жинап кету. Біздің үйде бір көршімен бір көршінің бір конфликті болғанын естімеппіз. Көрініп тұрады, статус бар ғой. Мен мысалы бір көршілердің қақысын алайыншы деп бір кәсіпкер досым бар еді, сол бір күні маған бір сыйлық жасағысы келді. Соны мен айттым, сен біздің есіктің алдына балалар ойнайтын бір неді андай сырғанайтын үлкен болады ғой бір городок. Соны салып берші деп әкеп салдым. Соны көршілердің көбі білгенде жоқ кім қойғанын. Мен қойдым ғой енді. Кәсіпкерге айтқызып әкеп қойды. Олар акимат қойды деп ойлап жүр ма? Мүмкін. Менен сұрағанда айттым. Бірақ бұл кісі айтқан шығар енді. Мен айттым. Мысалы сол менің көршілерге бір жасайыншы бір нәрсе деген ойым болды. Жер тамға тұруыңыз келмей ма мысалы? Жер тамда бар менде, екі ортада жүреміз қазір. Мама қазір сол жер тамда? Мамам жер тамда, иә. Маманың қолында келін бар ма? Бар, келін бар, ең кіші інім бар. Иә, апа мамасы туралы сұраңызшы сіз. Анасы бір келін. Анаңыз, иә. Қазір ене келін деп жатырмыз ғой, қалай келіндерді қалай, келінмен қалай тұрып жатыр. Анамыз енді Күлбибі Әшімбек қызы, бұл кісі өзі әркімге анасы алтын ғой енді, бірақ бір дана адам. Даналығы сол енді 3 келіні, 3 жылдан 3 келіні бар. 3 келінімен өмірінде бір шайдесіп көрген жоқ. Мысалы менің әйеліммен ширек ғасырдан асып кетті ғой енді. Бір орталарында бір альхамдулилля бір конфликті болған жоқ.
одан кейінгі келіні, одан Тұрдыңыздар ма сіздер аналарыңызбен? Қанша тұрдыңыздар? Біз көп тұрған жоқпыз. Ауылда келін болып түскеннен кейін 6 ай тұрды. 6 ай тұрып, қолында ауылда болып, оны енді ол кезде мен Алматыдамын ғой. Сол бірақ ауылда тұрдық. Кейін бізді енді сендер бара беріңдер деп сиыр да сауды, тіршілікте істеді, үйдің бүкіл шаруасын жасады. Әйелім енді тап-таза қаланың қызы болғанмен бір тырысты. Енді ана деген сондай, оның кемел жасағанына емес, тырысқанына қарайды ғой. Келін тырысып жүрсе болды, соны көрді. Сол алғаш келін болып түсті, беташар өтті. Ертесіне что-то бөлмеде қарасам, әйелім жоқ, тұрып кетті азаңмен. Соны түсінбедім. Мен де сыртқа шығып қарасам, таңғы 7-де әйелім киініп алып, сол мамамның қасында, мамам көмбеш нан пісірсе, соның қасында тұр екен. Соны сыртынан қарадым да, Аллаға шүкір, демек ниеті жақсы екен. Ниеті жақсы екен дедім. Мысалға ұйықтап жатса не деймін? Тұр бар деп айтам ба айтпайым ба да мысалға, немесе есікті енесі келіп қағып тұрса да қалай болар еді. Енді беташар бар, шаршады, ұйықтаса да болар еді. Ешкім ештеңе демес еді. Бірақ қарасам, барып өзі біліп, мен ештеңе деген жоқпын. Енесі ештеңе деген жоқ, өзі барып енесінің қасында жүр екен. Кейде бір бауырдың арасында да бөліп алады. Біреу мысалы анасына жақын, сол сыйлығын жасайды. Біреу жаңағы жиі қонаққа шақырғыш. Енді біреу орталарыңызда солай бөліп алғансыздар ма функцияларыңызды? Ондай әулеттер бар ғой енді. Бізде басынан олай қалыптасқан жоқ. Себебі бізде ата әже болды да. Сол атаға әжеге жақын деген нәрселер болды. Бірақ әке шешеге жақын деген болған жоқ. Өйткені ата әжелеріміз бұндаға дейін болды да. Біз жалпы сәл... Мамаңызға мама дейсіз бе, ана дейсіз? Мама деймін. Мама дейсіз. Мама деймін. Жеңге демейсіз? Жоқ. Сәл конфликті болса, біз жалпы ата әженің артына тығылатынбыз сол кездерде. Кейін ата әже кетіп қалғаннан кейін уже деловой отношение басталып кетті. Ол кезде біз есейіп кеттік. Сөйтіп ата әке шешемізбен тек сыйласып қана. Ара суып қалған жоқ па? Жоқ, суыған жоқ. Ата әжеміз өз дана кісілер болды да, бізді ана әке шешемізге қарсы сөйлетіп, немесе олардан қызғанып өсірген жоқ. Бөлел алалаған жоқ. Өйткені ол кісілерде бір тәжірибе болды. Ол кісілер өздерінің үлкен ұлдарының, менің әкемнің ең үлкен баласының үлкен ұлын нағашыларына берген. Соның тағдырына қарады да, сәл алыстап кетті ғой енді. Сөйтті да қалған балалар айналайын өз әке-шешелерің бар, әкең мынау, шешең мынау деп сөйтіп өсірді. Менің мамам да. Соңғы кітап шықты ғой. Айтарым бар. Міне сіздің қасыңызда тұр, кітаптар келді. Уже келіп қойыпты ғой. Мұқанжыр, ал. Мына кітапты енді оқыған кезде өзіңіз байқайсыз. Ой, бәрі Бір кәдімгі демін оқып күлгін шығасыз, бір түс. Розовый. Бұл кітап жазу қазіргі тренд деуге бола ма, әлде қосымша бір ақша табудың жолы ма? Бәрі бар. Жалпы енді бағанағы кім айтқандай, Ғафу Қайырбеков айтқандай еркек ақша табу керек дегендей, кез келген нәрсеге проекті деп қарасаң, сонда ол өнімді болады. Ал енді жай бір іштегімді шығарайын десең, ол шығуы мүмкін, шықпай қалуы мүмкін. Мысалға, мынау бірінші болып менің енді бұған дейін жазылған кітаптарым көп. Ол ана айтыс кітабым болды, діни кітаптарым бар, басқа кітаптарым бар негізі. Бірақ мен осы соңғы кезеңдерде бір жоспарлы жұмыс жасауға өзімді үйреттім. Жоспарлы жұмыс жасауға. Ол қандай да бір контент мейкердің болмаса сондай продажник дейді ғой қазіргі енді осы сатумен айналысатындардың идеясы ма, әлде бизнес идеялары ма, әлде? Өзімнің ішкі дүниемде осыған мен пісіп дайын болдым. Бірақ сол кездерде осы кітап саласының үлкен мамандарыменен ақылдан қазақ энциклопедиясын басқарған Жадыра Тойбай деген қарындасым бар. Сол Түркияда жүргенде кездесіп қалды. Аға, сіз кітабыңыз дайын ғой, неге шығармайсыз дегенде. Осы айтып жүргендерді неге кітапқа басып? Жоқ, мен жазып та бастап қойғам. Сол қарындасым бірінші себеп болды. Біз енді қазақ энциклопедиясы деп қанша кітап шығарып жатырмыз, мынау оқылатын кітап қой деген кезде бастады. Сөйтіп ең бірінші мен қазақ қоғамына қарасам, қазақ қоғамында жалпы бір еркектерге көңіл толмаушылық, немесе әйел адамдардың бір еттірлігі деген сияқты үлкен бір құбылыс жүріп жатыр қазір. Соған ойладым да, бір ер азаматтардың да намысын түсірмейік, әйел адамдарға да артық жүк салмайық. Бұл әйел адамдардың негізгі бірінші бағаланатын қасиеті ол оның қылығы, ол оның жеңістісі ғой енді, қалғанын айтпағанда да. Әйтпесе олар космосқа да ұшып жатыр, олар бәрін жасап жатыр ғой. Бірақ ер азаматтардың да қазіргі майдаланып кеткен әлсіреуіне тек қана ренішпен қарамайық. Мүмкіндік болса, оны қалай дұрыстауға болады, соны ойлайық деп, Еркем, өмірің болсын көркем деген кітапты жаздым. Еркем, өмірің болсын көркем деп, сөйтіп бұл кітап 2000 жаңағы 22-23 дегендей хит кітап болып 100 000 данамен сатылды.
100 мың 100 дана. мың данамен сатылды. Қанша теңгеден болды деп ақшасын санап кеткен ба, кешіріңіздер? 3 мың ба, 3 мың ғой деймін, 3 мың теңге болса керек, иә. Бұл 100 мың данамен сатылды. Бұл енді сол сатқан командамен бөлістік, басқа жағдайлар болды. Бұл әлі күнге дейін тоқтаусыз кәдімгі сатылып келе жатыр. Себебі бұл өмірден алып, мен бір жерден көшіргем жоқ, бір кітапқа қарап отырып жазғам жоқ. Бұл өзім өмірден алып отырып жазып шыққан кітап болды. Бір кез келген бетін ашып оқи қояйын. Бірақ сол нәзік жігіттер өмірде қиындық кездескенде бірінші сынып кетуі мүмкін екенін ойлай бермейміз дейді. Мына жерде нәзік жігіттер туралы. Өйткені былай еркектік гормондары дамымай қалған, былай сырты бір қарағанда еркек сияқты болып көрінгенмен, ішкі дүниесінде шешім қабылдай алмайтын, мамасының етегінен шыға алмайтын, немесе қыз үшін, әйел үшін жауапкершілік арқалай алмайтын ұлдар өсіп жатыр ғой қоғамда. Енді соларменен қарым-қатынасқа түседі қыздар, сол кезде түсінбейді. Мына жігіт 3 жыл болды соңымнан жүргеніне, бірақ шешім қабылдап үйленейік деп айтпайды. Немесе жаңағы жүре береді құр салпақтап. Не дейсіз деген сияқты сауалдар бар ғой менде. Иә, мен түсіндім, иә, соған жауап ретінде. Иә, соған жауап ретінде мен ар жақ бер жағын түсіндіремін. Иә, мына жерде көп діни астары бар кітап. Дінде бар, бұл жерде психологияда бар. Енді мұсылман елінде өмір сүріп жатқандықтан біраз жауаптарды мұсылманшылықтан да алып келдік. Баладан бөліну дейді, балаңды дер кезінде комфорт зонадан шығарып, өзіңді артық аманаттан азат ету. Былайша айтқанда сепарация. Уақытылы болу керек сепарация туралы. Осы сепарацияға байланысты апа. Яғни дер кезінде жіберу. Мысалы, шетелде 18 жастан кейін бар, өз күніңді өзің көр деп айтады. Жібереді дейді ғой 18 жастан кейін, үйден қуып жібереді деп жатады. Жоқ, жаңағы тұрмысқа шыққан қызға, үйленген ұлға да араласа бермеу де осы сепарация ғой. Сепарация ғой, иә. Осыны дер кезінде түсіну керек дейді. Ол ата-ананың өзіне де пайдалы дейді. Одан кейін барып отырсақ көп мынаның ішінде. Бұл кітап Құдайға шүкір трендте. Енді мынау бұл тарихи кітап. Тарихи кітап. Бұл енді кеше ана Қуаныш Шоңбай деген, енді ол да кітаптың үлкен бір несі ғой, енді хас шебері ғой. Алғашқы кітап шығарған, бизнес үйреткен. Бірінші болма, екінші болма. Осы кеше кездесіп қалдым. Сөйтсем айтады да, аға дейді, кітап бизнесі дамып жатқан Ресейдің өзінде дейді. 10 мың кітап егер сатылса, ол бестселлерге айналады дейді. Мына кітап, мысалы, қазір осы шыққалы бері көп болған жоқ. Мына кітап. Мына кітап. 11 мың. Сіз оқып қойдыңыз ба? Ең біріншісі сол көршіңізге сыйлайсыз ау деймін, иә? Біріншісі мен оқимын, көршісі. Бұның сырты Қонаевтың пәтерінен Назарбаевтың сарайына дейін. Енді айтуға болады, тұлғалардың жетістік формуласы. Бір оқып бастасаңыз, мұнда барлығы туралы бар сияқты. Майк Тайсон, Хабиб тұр суретте. Бұл жердегі ерекшелігі 60-тай тұлға, және бәрімен өзім сөйлескен, өзім тілдескен ғана оқиғалар. Былай сырттан ойлап. көз түрі ғой, Иманғали Тасмағамбетпен сұхбаты бар. Майк Тайсонмен кездесіп тұрсыз? Майк Тайсонды өзім 3 күн алып жүрдім ғой, сонда келген, алғаш келген кезінде. Аслан аға ғана интервью берді. Шевченко тұрған мысалы. Ердоған. Үйде қалай қонақ болып, қалай сөйлескен бәрі. Назарбаев. Бір қызық, сіз қазір бастасаңыз. Ал тұра тұрыңыз, біреуін бөлісіңіз еді. Бір ең қызық оқиға осы кітаптан алынған. Жоқ, қызық бар. Қай оқиға қатты ұнады және де есіңізде қалып қалды? Осы кітапта жазылған. Кіммен кездесу? Жоқ, кездесу емес. Кездесу көп қой. Маған анау анаңыздың не жайында ше, қалтасынан жылан салып алып, әжесінің даналығын көрсетеді. Ана соғыс кезінде ер кісілер жоқ, ана бригадирлер басынады ғой әйелдерді. Ұрады, соғады, боқтайды. Сол кезде менің әжем Батыр, өзі Ботбайдың қызы болған, Батырда. Содан бір жылан көрсе ұстап, желеткесін қалтасына салып алады екен. Екінші жыланды көрсе тілін жұлады екен, екінші түйрегішпен түйреп қойып жүреді екен. Сон бригадирлар келеді ғой енді. Жаңа боқтап, әйелдер ұра бастағанда жыланын шығарып, ана бригадирді қашырады екен. Сөйтіп әйелдер рахметін айтады екен. Қай заманда? 30-40 жылдары ғой. Соғыс жылдары ғой, әжесі. Содан менің әжемнің абысындар айтып отырады, ойбай, сенің әжең жүрек жұтқан ғой ол. Жыланның тілін жұлып алады. Қалтасында жылан жүреді. Жоқ, сап қойып жылан жүреді қалтасында. Ана бригадирден қорқытып, соны... Бригадирлер сондай болған екен ғой. Назарбаевпен бір болған естеліктері. Сырымның қайнатасы дейді. Өйткені бұл жерде мен қарапайым адамдар,
танымал адамдар және әлемдік тұлғалар солардың. Иә. Мысалы Сырымның қайнатасының қандай ғажап жері, Өркеннің өрнегі. Өркеннің өрнегі дейді. Мынау Өркен Кенжебек туралы ғой. Өркен Кенжебек. Мықты. Қызық, жеңіл тілмен жазған. Оқығанда қызығып оқисыз. Басыңызды көтермей, бүгін бастасаңыз, сол бітіріп тастағанша тырысасыз. Сондай бір керемет. Қайта фотолармен әдемілеп, Әдемі, көркемдеп солай жасап. Шахидтің анасы дейді. Бұл ана Түркияда бір әкімшіліктің адамдары қонаққа шақырып қалды бізді. Сон бәріміз осындай бір мәжіліс залында отыр едік. Бір қарапайым әйел кісі кіріп келді. Бәрі өре түрегелді келді. Сонымен сұрадым, бұл кісі кім деп едім. Ой, Шахидтің анасы ғой деді. Енді мен бірақ түсінбей отырмын енді. Қандай Шахид? Қайтыс болған мына адам заманда қандай, иә. Иә. Сол сөйтіп отырғанда қасымдағы кісіден қайталап сұрадым. Сөйтіп қазір бір видео көрсетемін деді. Сосын тарқағаннан кейін видео көрсетті. Сөйтіп видеода қандай? Ол ана недегі Сирия жақтағы шекарада террористермен соғысып, бұның әскерге кеткен жалғыз ұлы қайтыс болады екен. Жаңа ананың. Сөйтіп анамызға жалғыз ұлын алып келеді. Сол кезде жаңа жергілікті телеарна түсіріп тұр. Сол жерде мынандай видео айтады ана әжеміз. Алла дейді да. Мен мына елін қорғауға, жерін қорғауға ұлымды жібердім дейді. Мен ұлымның қорқақ болмай, батыр болып, елінің бір кәдесіне жарап, елінің бір жыртығына жамау болғанына қандай бақытты анамын дейді. Және ол жай кеткен жоқ. Адамдар әр нәрседен өліп қалып жатыр ғой дейді. Мына елдің, отанның амандығы жолында балам қайтыс болып шахид болды, қазір Алланың алдында жәннатқа кетті. Мен не деген бақытты анамын. Маған бір-ақ бала бердің Құдай дейді. Ол бір баланың өзін шахид қылып, менің мәртебемді көтердің. Бүкіл ел келіп маған көңіл айтып жатыр. Ал 10 балам болғанда не болатын еді? Деп жаңағы отанның құрбаны болғанына, елдің қажетіне жарағанына, баласының абыроймен қайтыс болғанына бір Құдайына шүкіршілік қылып, елге үлкен бір алып ананың несін үлгісін көрсетті да. Былай қарағандашы. Идеологияны айтып тұрды ана кісі айналып келгенде. Және табиғи түрде, біреудің заказымен емес. Сол маған қатты әсер етті. Себебі неге? Қазір әскерден қашып жатыр. Балалардың өзі әскерге барғысы келмейді. Немесе әскерде басқа баланы ұрып соғатын балаларды да біреу тәрбиелеп жатыр ғой енді. Мысалға да. Осы нәрсені көрген кезде мен ойладым, бәрібір айналып келгенде алып анадан туады. Біздің егер аналарымыз бақыттырақ болса, аналарымыз күнделікті тұрмыс тіршілік қана емес, аналарымыз бір нұрлы, идеологиясы биік, жан дүниесі тыныш болса, солардан осындай ұлтты ойлайтын, елді ойлайтын азаматтар туады екен ғой. Аналар қанша бақытсыз болса, соншама бақытсыз ұрпақ шығады. Олар да ұлтты ойламақ түгілі есіктің алдына барып, біреуге абьюзер, біреуге жаңағы маньяк болып шығып жатады. Сондықтан осы бәрі ананың бақытынан басталады екен ғой деп, әдейі мына Шахидтің анасы деген тақырыпты қозғадым да. Себебі осының ар жағын оқыса адамдар түсінеді. Аналар қаншалықты ана бақытты болады, бала соншалықты бақытты болады. Ал бақытты баладан ол шахид бола ма, президент бола ма, сенатор бола ма, шыға береді. Ал ана қаншалықты ішінде құрсағында бала жатқанда өз қабағы түйіліп, шаршап, еңсесін көтере алмай. Айтыстан мүлдем алшақтап кеттіңіз бе? Енді айтыс ол белгілі бір кезең ғой адам өміріндегі. Қазақта сөз бар, өнерді үйренде жирен дейді. Жирен деген ол жек көріп кет деген сөз емес. Сен басқа кезеңге өт, дама. Мүмкіншілігіңді басқа жобаларда аш деген сөз. Мысалға айтыс, ол айтыста Мұхамеджан жалғыз емес еді. Жүздеген ақын бар, мысалға. Менсіз жетімсіретпейді, олар айтысты ары қарай дамытып жатыр. Енді мен сол кезде рухани діни телеарна ашу керек. Бірақ оны 100 ақынның ешқайсысы ашып жатқан жоқ. Сол мен қолымнан келеді. Мен бардым, оны аштым. Ол 17 жыл жұмыс жасады. Енді телеарна қазір қаржы салуға тиімсіз болып қалды. Әлеуметтік желі алдыға шығып кетті. Телеарнаны жаптым. Сөйтіп әлеуметтік желіде менде мысалға Асыл арнаның миллиондаған әлеуметтік желісі бар, өзімнің миллиондаған желілерім бар. Соның басын біріктіріп, Мұхамеджан Тазабектің жалпы экосистема, яғни менімен жеке кездесу, жеке сұхбат, менімен шетелге шығу, менің кітаптарым, менің лекцияларым, менің YouTube арнам деген сияқты үлкен кешенді жоба, мега холдинг басталды. Ол бір жағынан маған қаржы алып келеді. Ол бір жағынан мені сұраныс қалай? Өте жоғары. 100 мыңнан бөлек жаңағы бірге саяхаттау, одан кейін кездесулер. Өте көп. Қазірдің өзінде мысалға VIP кездесулер бар ма? VIP кездесулер бар, миллиондаған теңгеге. Бірнеше миллион теңгеге маған VIP кездесулерге келіп, қасымда бір күн, екі күн. Енді оның ішінде біз бірге
күнімізді бірге өткіземіз. Мұхамеджанның мысалға бір күнде қайда өткізуі мүмкін? Ол спаға бару мүмкін, ол тауға шығуы мүмкін, ол отбасында түскі ас ішуі мүмкін. Соның бәрінде менімен бірге болады ол адам. Яғни осы саладан өзіңізді таптыңыз. Таптым, Яғни орныңыз бар, енді тек қана дамытуды ғана дамыту, осы сала. Қарым-қатынас, негізгі қазық қарым-қатынас. Ол ерлі-зайыптының қарым-қатынасы, ол бизнестегі әріптестердің қарым-қатынасы, ол мүмкін мемлекетпен қауымның қарым-қатынасы айтып. Кез келген қарым-қатынас мәселесінде енді конфликтология мәселесі бар, әр адамның өзінің орнын табу мәселесі бар, немесе туындаған. Инфлюенсер ретінде жарнама алу, жарнамалау бар. Мен қазір жарнама да алып жатырмын. Былайша айтқанда қарапайым ғана тұрмыстық бір баланың тұсауын кесіп беруден үлкен ресторандардың ашылу, жобалардың ашылуындағы менің барып соған қатысуыма дейін ол өзінің бір прайсы бар, өзінің жаңағы қаржылық қажеттілігімді өтейтін бір келісімдері бар дүние ғой. Тегін қандай іс-шараға барасыз? Мен негізі 90% шараларым тегін. Бұл кісінікі. Бірақ бағанағы айтқандай тегін нәрсенің кейде құны болмайтындықтан 10% қызметімді әдейі ақылы қылып қойдым. Яғни ақыл есіктен кіргісі келетін адамдар бар да менің өміріме. Ал енді қалған жердің бәрінде 90% мысалы тегін. Дос-жаран көп, туған туыс көп. Мысалы үшін жаңа ғана сізге келіп кеткен Жандарбек пен Сырымның көптеген жобаларында мен кеңесшімін, мысалы тегін. Мысалы үшін ол айтыстар жасап жатады, басқа дүниелер жасап жатады. Немесе көптеген қазірдің өзінде мысалға мемлекеттік деңгейде министр болып жүрген, немесе облыс басқарып жүрген азаматтарға кеңес берем. Отбасылық рухани мәселелерде. Облыс басқарғанмен отбасын басқара алмау. Біз байқап отырсаңыздар, ешқандай да бір саясат туралы, дін туралы сұрақ қойып отырған жоқпыз. Себебі форматымыз отбасылық болғаннан кейін, осы өздеріңіздің қарым-қатынастарыңыз, бала-шағаларыңызбен қарым-қатынастарыңыз қандай да бір еңбекқорлығын айтамын да. Ол мысалы аудитория болсын. Үйінде тыпыр-тыпыр. Қазір айтып берейін да, сол маған көрші болып көшіп келген кезде бәрін біледі көршісі. Көрші болғаннан кейін сол кезде таңғалғаным бар ғой. Как раз сол кез Рамазан айы еді. Рамазан айы. Мен ол кезде дінге еш қатысым жоқ. Мысалы мен өзім қалай дінге келгенімді айтып берейін. Намазға келгенмін, дінге деп ғой. Намазға келгенімді кешірім сұрайын. Сонда бұл кісі көрші болып келді. Біз бұл кісілер қонақ қылдық үйде. Сол кезде өзі байқайды ғой, бұл кісі психолог қой. Менің жаңа намазда жоқ екенімді байқады ма. Содан жаңа сенесіз ба? Ораза біткенше, күнде оразаны ауыз ашып болғаннан кейін келеді үйге, екеуміз отырып әңгімелесеміз. Шаршамайды. Бір адамға еңбек айтып, түсіндіріп, бір адамға таң намазына шейін бұл кісі маған түсіндіріп берді. Қате не қылып қалмасын. Басқа жаққа не қылып қалмасын деп. Мен сол кісінің уағыздап жатыр екен деп ойлап қалмасын. Уағыздап қойды, бұл түсіндірді маған. Сол кезде мен маған құйылды миыма. Мысалға осы Асекең көршіміз болды ғой. Бұл кісі еңбекқор, табысы да жақсы, бірнеше пәтері бар, жағдайы жақсы болып тұр да. Бірақ бірдеңені көріп тұрмын да, бір сәл бір берекенің болты бұралмай тұр да. Бір сол мысалға бір сол жағынан әпкеміздің де көңілі тыныш емес. Шіркінай бір имандылықтың қазығы қалып кетсе, бәрі орнына келейін деп тұр да, көрініп тұр. Өйткені кейбір достардан өз еркімен құтыламай жатыр. Кейбір достарға өз еркімен жақындай алмай жатыр. Бір әдемі берекенің болты бұралмай тұрғанын көріп тұрмын. Мен бұл кісіге намаз оқы деген жоқпын. Мен бұл кісіге ораза ұста деген жоқпын. Мен бар болғаны бұл кісіге сізге жетпей тұрған қазығы осы ғана ғой мына жер дегенде, бұл кісі өзі айтты. Шында да деді, Мұқа сізді Құдай жіберді. Деді, сол кезде Алла дос-жарандар реттелді, әпкеміздің де көңілі тынышталды, бала-шағада басқа бір берекеге, балалардың да білімі енді жоғарғы дәрежеге кетіп қалды. Бәрі Назарбаев университетін бітірді. Бәрі келіп тұр, тек қана сол иманға келіп тіреледі екен ғой. Қазір енді осы көп жерде мектептерде бір қыздар хижабқа болғанға соны қазір мектептер сол болмайды, оны шешіңдер деп те жатыр ғой енді. Енді ол өзі уақытпен шешілетін нәрсе. Бұл өзі бір ұрыс керіспен шешілмейді бұндай нәрсе, айғаймен шешілмейді. Мысалға Европа сияқты үздік елдерде уақытпен шешкен оны. Сол сияқты бізде де көп нәрсе шешіліп келе жатыр ғой. Мысалға бір кездерде осы крутой көліктің номерін сатып алу коррупция болатын бізде. Өз заңмен шешілді, қазір қалаған нөміріңді тағып жүре аласың. Бұрын қазақ өзіміздің көк туымызды үйімізге қоюдың өзі, балконға ілудің өзі проблем болатын. Қазір заңмен шешілді, ретімен уақыт керек. Ал енді бұл дін болғаннан кейін діннің төңірегінде артық әңгіме көп.
біреу қате ұстайды, біреу оны дұрыс емес түсінеді, біреу артық айтады, біреу уағыздағысы келеді, біреу жаңағындай. Уағыз деген нәрсе, мен бабалар дәстүрін ұстанамын. Бабалардан андай үлгіңді көрсет. Уағыздың ең үлкені сол. Ал жетпей тұрып өзі сұраса, осы жерде қалай еді десе, жауап бер болды. Айтпесе адамды қуып жүріп уағыздау, немесе адамның ізіне түсу, немесе біреудің айыбын іздеу. Стамбулда тұрып көрдім, сонда бір көрініске өзім таңғалатынмын. Бізде де сол келе жатыр. Мысалы, мына жақта бір татуировкасы бар, үсті басының бәрі алаба жақ қыз отырады. Қасында жақ, олар қапалы дейді ғой, енді оранған қыз отырады. Екеуі күліп ойнап шайын ішіп отыр. Ортада конфликт жоқ, бір-бірін атарға оғы жоқ болып отқан жоқ. Біз мынаны да айыптамай ақ қояйық, мынаны да мақтамай ақ қояйық. Бірақ қоғамда адамдар тіл табысу керек. Қоғамда адамдардың таңдауына құрметпен қарау керек. Мысалға, бір адам бүгін ертең мысалы Құдайына дайын емес болуы мүмкін. Бір адам Құдайына деген бір иманы бүтінделіп қалған болуы мүмкін. Бірақ бір қоғамда өмір сүргесін, бір мемлекетте өмір сүргесін, бір заңда болғаннан кейін адамдарда бір-біріне құрмет болу керек. Ең бастысы, заңды тұрғыда бір-бірінің өміріне қол сұқпаса, бір-бірінің мүлкіне зиян келтірмесе, бір-бірінің жеке шекарасына кірмесе, тіл табысып өмір сүру керек. Мына мен бұл жерде сұрайын дегенім, психолог Мұхамеджан Тазабековке ең көп пікірлер кімнің тарапынан, яғни сұрақтар келіп жатады? Қыздардың тарапынан ба, жігіттердің тарапынан ба, жас аралығы қандай? Және де бір топ 5 сұрақты айтыңызшы, қоғамда жиі сізге қойылатын. Ең көп сұрақ әйел адамдардың күйеулеріне, отбасына байланысты сұрақ. Жиі қойылады. Аха. Өйткені әйел кісілерге шағым ретінде ме, әлде кеңес ретінде? Кеңес ретінде. Шағым екенін сезіп тұрасың ар жағын, бірақ шағымданбайды. Өйткені оны менің әкесі емеспін, юрист емеспін, сот емеспін. Мысалға, көбіндегі негізгі топ бірінші сұрақ, күйеуім мені, мен оны түсіне алмай бара жатырмыз дейді. Себебі екі жақтың да ақпараты, екі жақтың да өмірлік ритмі оларды алыстатып бара жатқанын көреміз. Бұл топ бірінші сұрақ. Топ екінші сұрақ, біз ұлымызды, қызымызды түсіне алмай жатырмыз. Біз күткен ожидание дейді ғой, біз күткен нәрсе болмай жатыр, бұл қалай деген топ. Одан кейін топ үш сұрақ, бағанағы ата-анамыз, енеміз деген сұрақтар. Ене келін деген сұрақтар, ол өзіңіз білетін. Одан кейін топ төртінші сұрақ, ол кәсіпке қатысты. Қарызға батқан, қаржыны дұрыс істей алмайды, немесе біреуі тауып жатыр, біреуі таппай жатыр дегендей ғой енді. Біреуі табады, біреуі таппайды. Ал енді топ бесінші сұрақ, ол неге байланысты? Жалпы қоғамдағы адамдармен қарым-қатынас. Анау ренжітті, әріптесім түсінбеді, самооценка, бағанағы айтқан жертва, спасатель деген сияқты сұрақтар, енді оларға тәжірибемен де, біліммен де мүмкіндігімізше жауап беріп келе жатырмыз. Даналық қапшығы, солай атаса болатын шығар. Енді сол сұрақтар мүмкін қайталануы мүмкін. Қысқа да нұсқа, егер мүмкіндік болса, шынайы жауап берсеңіз, қандай сұрақтар келетінін білмеймін, кез келген сұрақты алып, оқып, Асал мырза көрсетіңіз, көмектесіңіз. Сіз ұстап тұрыңыз дейді. Ал, бісміллә. 14-ші сұрақ дейді. Қиын заманда сабырды қалай табамыз дейді. Қиын заманда. Яғни, қиын заман деп айтып отырғанымыз, біреу қарызға батып жатыр, адамдар алдап жатыр, сенбей жатыр, алаяқтар көбейіп жатыр, абьюзерлер көбейіп жатыр деген сияқты жағдай ғой енді. Сонда сабырды қалай табамыз дегенде мен көбінде үш нәрсені айтам. Бірінші, жер бетіндегі ең құрметті жаратылысың сен. Сен еш уақытта құрбан болуға, еш уақытта біреудің манипуляциясында өмір сүруге, немесе сен жаңағы өз ойыңды жасырып қалуатындай бір жабыға өмір сүретін емес. Құдай сені жер бетіне құрметті қылып жаратқан. Мына жерде де еркем өмірің болсын көркемде қыздың қадірін Құдай о бастан көтеріп қойған деген тақырыппен басталады өзі. О бастан сені көтеріп қойған. Сондықтан мынандай қиын заман болсын, бұдан да қиын заманда да сен құрметті жаратылыс екеніңді еш уақытта ұмытуға болмайды. Сен иттен де, құстан да, пілден де бәрінен артық жаратылғансың. Екінші нәрсе, сабыр қылу үшін адам осыны түсіну керек. Екінші нәрсе, сен өмірге келгендегі миссияңды негізі айқындап алсаң, сол жақсы болады. Адам ретінде, әйел ретінде, кәсіпкер ретінде, азамат ретінде миссияң не, түбінде не күтіп тұрсың, қайда бара жатсың.
Ұмтылысың қайда, Ұмтылысың мақсатың қайда, мақсат иә? қайда. Осыға менде осы инфлюенсерлік жұмыс болсын, жазушылық, ақындық, ұстаздық деген сияқты ағалық, ағартушылық жұмыста мен миссиям айқын. Құдай маған ақындық қабілет берді, тіл берді, ойдың орамын берді, білім берді, керемет тағдыр берді. Енді осының барлығының бір хақысын беруім керек. Мен адам ретінде, қабілет иесі ретінде хақысын беруім керек, және Құдайдың алдында ертең бетім ашық болып бару керек. Міне хақысын бердім деген. Сол айтқандай миссия айқындап алған кезде жеңіл болады. Мен мысалға мынау үшін өмір сүріп жүрмін деген. Көп адам негізі бір күндікпен өмір сүріп жүр ғой. Бүгіндік болды, ертеңгі жоспары жоқ. Немесе арғы күнгі арманы жоқ. Бүгінгі өмірмен. Осы нәрсе адамды кейде хайуаннан да төмен дәрежеге түсіріп жібереді. Хайуаннан да төмен дәрежеге Яғни түсіріп осы жібереді. анықталса миссиясы Миссиясы айқындалғанда сабырлы болады адам шығар. не нәрсеге тәуекел ететін, не нәрсеге шыдау керек екенін түсінеді. Не үшін сабыр қылып жүргенін түсінеді. Бағанағы айтқандай ене мен келін сәл уақыт өтсе өмірдің өзі қосады ғой. Мысалға енесі ауырып қалады, бұл оны емдейді. Немесе келіні бір жаққа барады, бұл сыйлық алып келеді. Өмірдің өзі реттеп жібереді ғой, сәл сабыр қылса, көрдіңіз ба? Сонда миссия айқындалу керек. Біраздан кейін енді үшінші нәрсе бар, сабыр қылуға керекті болған нәрсе, жалпы біреудің жағдайына кіріп, біреудің ішкі дүниесіне кіріп, сосын өзіңді ақтамау. Өзіңді ақтама. Мысалы, өзіңді кінәлау дегенге мен келіспеймін. Өзіңді ақтама болды. Сен о баста пенде болып жаратылғандықтан сен қателесушісің. Міндетті түрде қателесесің, міндетті түрде қате шешім, міндетті түрде біреуді ренжітесің. Ондай нәрсе жоқ. Мысалы, Ләйланың сұхбатына келіп, оны 100% риза қылам деген нәрсе жоқ. Тырысасың. Сол сияқты өзіңді ақтама. Яғни қателесуші пенде екеніңді білесің, және екінші бір адамның неге қателесіп жатқанын түсінуге тырысшы. Сонда сен сабыр қыла аласың. Қандай қателік үшін ұяласың? Немесе қай қателігіңіз үшін мысалы кешірім Мен қателікті екіге бөлем. Ол қателік екенін, немесе күнә екенін, немесе зұлымдық екенін біліп тұрып жасайтын қателік бар. Ойың, ниетің жақсы болды, бірақ бағанағы жаза басып жасайтын қателігің бар да. Ол екеуі. Мынаған тәубе қылу керек. Мынаған адам тәубе қылу. Сен біліп тұрдың, оның дұрыс емес екенін білдің, іштің, жедің, жаттың, тұрдың. Мысалға да, оған адам тәубе қылу керек. Сосын Құдайдан үміт үзбей қайта еңсеңді көтеруің керек. Енді екінші қателік болады. Ол бағанағыдай бір жоба жасағың келді, ойыңдағыдай шықпай қалды, үйленгің келді, болмай қалды деген сияқты да мысалға. Сондықтан ұялатын қателік сен біліп тұрып, соның арты немен аяқталатынын сезіп тұрып барған қателікке адамның ішкі дүниесінде ұят пердесі тербелу керек қой. Қалай Ондай дегендей. қателік жасадыңыз ба? Әрине, пенде болғасын қателіктің барлық түрін жасайсың ғой. Барлық түрін жасайсың. Тілден, Бар ма оймен, қайсысына көзбен. бір өкінетін кезіңіз? Енді Осым қате болды деп айтатын. Енді осым қате болды деп өкінетін нәрселер адам өмірінде көп. Мысалға жай ғана жастық шақтағы мен көптеген шанстарды жіберіп алдым да. Мысалға сол кезде ең жаманы өкінетінді де білдім. Бірақ жастық, тәжірибесіздік, төңірегіңде ақыл айтқан адамдарды тыңдамау, сол нәрсе қазір опындырып отыр. Мысалға, маған ағылшын тілінен университетте сабақ беретін ұстаз менен 4 па 5 жас үлкен болды. Сол мен қатты құрметте сонда айтты: Мұхаммеджан, мен саған тегін үйіңе барып үйретейін, саған керек болады, заман сондай жатыр. Қазір жасанды интеллект деп жатырмыз ғой. Ол кезде шет тіл деген болатын 90-шы жылдар. Сен ертең керек болады, сен ағылшынша, французша үйреніп алшы дегенде, мен соны мазақ, прикол ұстап сөйтетім мысалға да. Мен өзім оқыдым қой, біз қатар оқыдық қой. Мен сонда ақын болсам білді, қазақ тілін керемет, мен жаңағы құлқынсардан құзғын сілкініп, қасқарайып, қарсақ жортқанша деп сөйлесем болды деп ойладым ғой енді. Маған сол тіл үйренбегенге өкінесің. Мысалға сол нәрсені енді иттей болып жасым 50-ге келгенде үйреніп жатырмын да. Қайтадан. Кеш емес. Мен де Қытай тілін оқыдым 5 жыл, қазір қытайша бір сөз білмеймін. Сол сияқты өкінемін. Осы нәрселер кезінде қайталамағаныма, соңына түспегеніме, сол сияқты. Сол сияқты тағы бір нәрсе, менің жас кезімде атақты, абыройлы болдым, оның үстіне мәмілем дұрыс болды. Құдай енді әке-шешем тәрбиесі шығар. Мәмілем жақсы болды. Ықпалды адамдармен көп араластым. Ықпалды адамдармен. Бірақ солар мені кәсіпке, бизнеске тартқан кезде мен сол ең бір кемел бизнесмен болып кететін кезде бармай қойдым соған. Өйткені мен ойладым, мен шығармашылыққа адал болуым керек, мен ақын болуым керек, журналист болуым керек, ары кетсе ректор боларым, ары кетсе академик боларым, бірақ кәсіп менікі емес деген ой болды. Бизнес менікі емес. Менікі емес. Бұл өкінесіз, кәсіп. Өте қатты өкінемін, өйткені менде үлкен мүмкіншіліктер болды. Адамдар кәсіпке тартты. Бірақ
бәрібір кәсіпке келдім, бірақ сәл кештеу келдім. кештеу кеш емес 50-ден кейін ел ағасы енді болдың кеше бірақ қиыны апа білесіз бе, тіл үйренгің ақ келеді, ұмытып қаласың ертесіне. Ол ми Ең жаманы ми бәрібір 25-тегідей емес. 25-тегідей Иә. Сондықтан Ләйла, өкініш деген нәрселер сол. Енді өткенде мен аяғыма ота жасаттым да, сол ота жасардан алдын ойландым. Ал қазір отадан оянбай қалсамшы деп. Ойбай. Өйткені 4 сағаттай жасаймыз деді, аяғым бір сүйегін алып тастау керек болды. Бір сүйегі, сынған сүйегі шіріп, соны алып тастау керек болды. Соны 4 сағаттай жасаймыз деді, сонда ойладым енді. Жатырым отаның алдында. Ал өліп кетсемші қазір не болады деп, соны ойласам. Сонда бірінші не ойлайсыз сондай кезде? Ал өліп кетсем не болады? Ана баламды жетілдіріп үлгермедім. Жоқ, ол нәрселер туралы емес. Не ойлайсыз мысалы? Бірінші ойлайтын нәрсем, Раббым мені қалай қарсы алады? Раббым қалай қарсы алады? Құдай, ана Познердің сұрайтын сұрағы бар ғой. Құдайға барсаң не айтасың дейді барлығына. Сол айтқандай мен Раббым қалай қарсы алады мені? Өйткені мен оған 100% сенем ғой. Ол болатынына біреудің 10% сенім мүмкін, біреудің 90% сенім мүмкін. Мен 100% сенем. Өйткені мыңдаған жыл ата-бабамыз айтып кетті. Құран бағыштаймыз не үшін, о дүние бар деп. Сондықтан жаңағы Раббым мені қалай қарсы алады? Ал екінші нәрсе бар. Ертең біреу жағамнан алмай ма? Ана дүниеге барып, Алланың алдына барғанда біреу жағамнан ұстамай ма? Мұхаммеджан, мына жерде материальный қарызымды қайтармадың, мына жерде менің қақыма кірдің, мына жерде сен мені ғайбаттадың, мына жерде сен менің зұлымдыққа ұшыраттың деп айтпай ма деп. Енді жарайды, Раббым қалай қарсы алады дегенді Раббыма салдым. Ол мейірімді, мен әлсіз құлмын дедім. Екінші, адамдар туралы ойланып кеттім. Сол кезде бір нәрсеге қуандым, Ләйла. Бір арымды мазалайтын, ішкі дүниемді мені ауырлық беретін біреудің алдында немді таппадым. Бір айыбым бар екен, осыны бір реттейінші деген бір нәрсе таппадым. Өйткені таппадым дегенде мен бірдеңе бүлдірмедім емес. Шамам келгенінше бүлдірген нәрсемді реттеген екем. Шамам жеткенінше, ол ұл болар, қыз болар, тұлға болар, жай адам болар, шамам келгенінше реттеген екем. Мысалға мен бір ағамызды, жақын ағайын ағамызды 10 жыл бойы ренжіп жүргенін білмеппін. Мысалы, 10 жыл бойы ренжіп жүрген екен маған. Себебі ортада мен сәлем айтып жіберген, немесе мен бір мүлкімді беріп жіберген адам қате жеткізген ғой енді, менің ниетімді. Содан ол кісі тырысып, дұрыс сәлем дұрыс болмай жүрген, мен байқаймын. Бірақ енді ондай бір ренжіп жүр деп ойлағам жоқ, мен жарылқадым деп жүрмін да. Ондаған жылдардан кейін ол кісі бір ішіп алған кезінде сөйтіп айтты, сен осылай сол 10 жыл бұрын сен маған сөйтіп ең деді. Соны ойбай-ау көк-ау деп мен жаңағының алдына барып, тағы да ат-жапан айыбын жасап, бәрін реттегеннен кейін Құданың құдіреті, ол кісінің де жүрегінен тас түскесін, ол кісі кейін намазын оқып кетті. Ары қарай ішпек түгілі мысалға да. Сол сияқты біз қайдан білейік? Біздің Құдайдың бізді жақсы көргенінің кейде көрінісі, бір қателігіміз болса, соның жазасын кешіктірмей жібереді ғой. Мысалға сен ондаған адамдарды алдауы мүмкін, жүздеген адамдарға қиянат жасауы мүмкін, бірақ қиянатын қайтпаса, немесе адамдар сенің айыбыңды білмесе, ол сенің жытқырлығың, мықтылығың емес қой негізі. Құдай сені қорлағаны ғой. Былайша айтқанда сен сұмырайсың, бірақ сенің сұмырайлығыңды ешкім саған келіп мойындата алмайды да. Ал жақсы адамдар өтірік айтса ашылып қалады. Жақсы адамдар алдаса білініп қалады. Жақсы адамдар сәл бірдеңе білдірсе артынан баласы ауырып қалады, бір нәрсесі дұрыс болмай қалады. Ол керісінше, ол жамандық емес, ол жаратушының жақсылығы, себебі сені тазартып жатыр, тәрбиелеп жатыр, пісіріп жатыр, тұлға қылып жатыр. Мысалы, Абай таяқ жеді дейміз ғой енді. Абай таяқ жеді, анау сатты дейміз. Иә, өте жаман көрініс. Бірақ сол арқылы біз жанымыз ашиды Абайға. Абайды кешіреміз, Абайды түсінеміз мысалға. Тек қана таяқ жемей, мінгені Феррари, ішкені анау, жүргені мынау болса бір адамды, жақсы адам болса да кейде кешірмейміз. Неге? Біз бір адамдардың пенде болғанын қалаймыз, қателескенін, сол арқылы жазаланғанын, тазарғанын қалаймыз да мысалы. Келесі сұрақ. Досыңыз ұмытып кетті өзінің функциясын. Сіз ананы ұстауыңыз керек еді ғой, ашуыңыз керек еді. Иә. Достық пен туыстықтың шекарасы бар ма дейді. Достық пен туыстықтың шекарасы бар ма? Достық пен туыстықтың шекарасы бар. Бар. Бірақ екеуінің табиғаты бір. Екеуінде де адалдық, екеуінде де қамқорлық, екеуінде де жанашырлық, екеуінде де. Бірақ туыспенен сені сатса да, саған жамандық жасаса да, саған зұлымдық жасаса да ат құйрығын кесуге болмайды. Бірақ доспен ат құйрығын кесуге болады. Айырмашылық сол жерде ғана. Бір 5 сұраққа жауап берейік.
келесі сұрақ. Әлде бәріне жауап берсін? Қателескен сәтте өзіңді қалай кешіру керек? Қателескен сәтте өзіңді қалай кешіру керек? Қателік екі түрлі болады. Оның жамандық екенін, қателік екенін біліп тұрып қателесу, екінші білмей қателесу. Ал біліп тұрып қателестің ба, ол жерде тәубе керек, және өзіңді Құдайдан үміт үзбейтін тәуекел керек. Ал біліп тұрып, білмей қателесіп қалдың, білмей қателесіп қалған кезде өзіңді ақтамау керек. Ең басты нәрсе сол. Кешіру деген өзіңді ақтама. Я, пендесің, солай болды. Енді ары қарай ақтама, іштей қателігіңді мойында. Ақтама дегеніміз ақталма деген сөз. Ақталма, адамдардың алдында бір мағына. Түсінікті. Жоқ, былай ғой, көбінде ақталудан алдымыз өзімізді ақтап аламыз ғой. Не бопты сонша енді? Мен сөйтсем не бопты енді? Мен шешең емеспін бе, әкең емеспін бе, балаң емеспін бе, жарың емеспін бе, бастығың емеспін бе дегендей, бірінші өзімізді ақтаймыз негізі ішкі дүниемізде. Ақтағаннан кейін барып ақталамыз. Сен соған болар ренжисің ба дегендей да. Сондықтан қателікті кешіру деген нәрсе, қателік бірінші ол қандай қателік, соны білу керек. Екінші, қай қателікке байланысты қарым-қатынасымызды ажырату керек. Қазақылық дегенді қалай түсінеміз? Байқадыңыз ба, апа? 50-ден кейін біз үйсе бастаймыз. Апа жіптеуір осылай түрет, сосын бұлай. Ұзақтай бастаны. Содан білініп қала ма, кімнің жасы нешеді екен? Қазақылық қанша көз? Сәл. Минус 2 ма? Плюс 2. О, плюс қой, иә. Плюс 2, иә. Енді қазақылық дегенді мен тұрмыс салтпен есептемеймін. Өйткені біз бәрібір енді киіз үйде тұрып жатқан жоқпыз, есігіміздің алдында атпайлаулы тұрған жоқ қой. Қазақтың былайша алып қарағанда 40% сөзі малға қатысты екен. Сен мысалы малдан алыстаумен 40% сөздің мағынасын түсінбейсің деген сөз ғой қазіргі уақытта. Сондықтан бұрын қазақтың қазақилығы көбінде тұрмыспен өлшенетін. Не ішті, не жеді, қайда тұрды дегендейді. Ал енді қазір мен кішкене қазақилық дегенді басқа бір мазмұндармен қараймын. Қазақилық деген менің ұғымымда ол мәрттік. Мәрттік, ұсақталмау, майдаланбау, кең болу, кешіріммен жүру деп түсінемін. Енді қазақилық дегенді мен тектілік, бекзаттық деп түсінемін. Өйткені қазақ осы тектілік пен бекзаттық, жолдан жығылмау, сөзден сүрінбеу, ата бабаңа сөз келтірмеу, ұрпағыңа жаман үлгі қалдырмау деген дүниеге қатты мән берген. Мәселен, енді европалықтарда 18-де үйден шығып кеткеннен кейін ол сөз келтіре ма, жынысын ауыстыра ма, қатты маңызды болмай қалуы мүмкін да. Ал енді қазақ 7 ұрпағына дейін ойлап отырады. Немесе 7 атасына сөз келтіргісі келмейді. Осы тектілік, бекзаттық деген нәрседе ма, жаңа айтып отырған құдалық мәселесінде неге білген жермен құда болуға тырыстым, сол тектілік үзілмес екен, сол нәрселер жалғасса екен деген жағдай болды. Оның үстіне жаңа бала-шағаның қалауын қанағаттандыра отырып. Ал соңғы? Жақсылықты жария ету керек пе, жасырын ету керек пе дейді. Жақсылық енді қазақ айтады ғой, Құдай үшін жаса дейді, адамшылықтың хақысы үшін жаса дейді. Сондықтан мен жақсылықты жария жасамау дегенді екіге бөліп қарастырамын. Егер қоғамда өте көптеген жақсылықтар, ізгіліктер жасалып жатса, онда сен жеке ықыласыңды сақтау үшін, өзіңді бүлдіріп алмау үшін жасырын жасау керек. Ал енді қоғам керісінше эгоизм толып, әркім өзімен болып кетсе, бір қайырымдылық деген нәрсе азайып бара жатса, онда кішкентай жақсылықтың өзін жария жасаған дұрыс деп ойлаймын. Яғни үлгі болу үшін. Үлгі болу үшін, түрткі болу үшін, адамдарға жаңа қозғау салу үшін. Бәрекелді. Ал енді сіз көршіңізді қаншалықты жақсы білесіз, сізге қойын сұрақты. Мұхамеджан мырзаның үйінен жиі шығатын иіс қандай? Палаудың, кофенің, шөп шайдың, білмеймін, ет асылға, еттің. Еттің. Қайдағы кофенің десеңізші Лейла. Кофені бұл кісі сырттан ішеді. Иә. Кофейнядан ішеді бұл кісі. Ал үйде қазақ. Күшті айтасыз, кофейнядан ішеді ол кісі деп. Ол Старбакстан ішеді деген. Өркен Кенжебек мен бірге отырып ішеді деген. Кездесулердің бәрі сол кофейняда өткізеді ғой. Кеш жатады, кеш тұрады. Енді әрине кеш жатқан адам. Кеш тұрады. Әншілер сияқты сондай график бұл кісі. Жарайды. Қашан шақырды соңғы рет қонаққа сізді? Соңғы рет осы жақында.
той болды. тойда иә, болдық, тойдық, одан кейін отырыстар болды. отырыстар, одан кейін Құдайға шүкір болды. Құдайға Иә, шүкір болды. Құдайға шүкір, иә. Жақын арада сондай болды. Ал сүйікті әдеті, әдебі? Бұл кісінің ба? Иә. Сүйікті. Бұл кісі айтып отырған қонақжай. Бір сипаттап беріңізші көршіңіз. Көршің қандай дегенде қалай айтасыз сіз? Көршім менің әлемдегі ең керемет қонақжай, жомарт, ел азаматы ғой бұл. Ел. Сыпайылығы, мәрт жігіт. Мұхамеджан мырзаның айтқанын бәрімен келісе бересіз бе, әлде кейде сіздің көзқарасқа қарсы жерінде айтасыз ба ойыңызды? Жоқ, мен барлығына келісемін. Бұл кісінің бір қарсы тұрып ол мына жердің дұрыс емес деп айтып көрмеппін. Мұхамеджан мырза жалпы былай анекдот айтып, күлдіріп, арасында қалжың айтып сөйтіп ме, әлде үнемі тек қана дұрыс жолды көрсетіп, бағыт бағдар беріп, локомотив бола ма? Біз бұл Қалжыңдасасыздар ма жалпы? кісімен көрші болғасын, екеуміз есіктің алдына шығып паркке шығып кетіп айтатын, әйелдеріміз естімесе дейтін әңгімелеріміз бар ма? Ойбай, осы жерден кішкене толығырақ, пожалуйста. Ол ел туралы, ол енді әрине біздің жеке сырымыз туралы емес енді. Жалпы ел туралы, кейде жаңағы... Кеңес сұрайсыз ба, мысалы? Келіншегімен бүгін соны айтып отырмын ғой, соны айтып отырмын. Ондайлар да болады. Шыны сұрай ма? Рас қой енді, соны айтып отырмын. Сосын не айтасыз? Әйелдеріміз білмесе дейтінім, сол әпкем айтып қойыңыз, ертең сіңілісіне бүйте салсын, нан бүйте салсын деп екеуміз кеңесеміз ғой енді. Иә. Көрші болғасын, кейбір нәрселерді бір-бірімізбен ақылдасып отырып жауып жіберу керек. Анан бүйте салсын, ананы сүйте салсын. Сіз білмеген боласаңыз, мына жақтан бірақ бүйтіп жіберейік. Сіз ертең үйге біреуді шақырасаңыз, ертең менің қонағым келеді, соған мен сіздердікін апара салайын дегендей, әйелдерге айтпай тұрып ақылдасып алатын мәселелер болды. Сосын шешімді өзіңіз қабылдадық деп барасыздар ғой. Хабардың басында айтып қалдыңыз ғой өзіңіз, жаңағы анамды осы құрметтеп, осы үйде отырып қалмасын, елдің алдында. Сол мағда шығарып отырмын деп, сол сияқты бұл кісіде анасын, екеулеріңізге қарап, анасы бар адамдар қартаймайтып, екеулеріңіз бір бұл кісіде анасын құрметтеген енді керемет. Себебі соншалықты уақыттың жылдам өтіп бара жатқаны ма екен? Енді біз өзіміз еш уақытта қартайдық деп кейде есептемейміз ғой, жан дүниеміз әлі 25 болып тұрады, дей тұрғанмен ана кісілерге қарап, кейде шаршағанын байқайсың. Кеше ғана тың жүрген сияқты еді, бүгін неге тез шаршап қалған, неге тез шаршап. Екеулеріңізге қызығып отырмын, аналарыңыз бар, Алла қолын ұстап қызығып отырсыздар. Әр жасыңға келген сайын Алла тағала өзі жасыңа лайықты нәрселерін алады. Анамды өмірден кеткелі осы 5 жыл уақыт өтті. Сол кезде анам қайтыс болған кезде Мұқан сыртта командировкада болып қалды. Жаназасына келген 1000 километр ғой Алматыдан. Соны келген кезде бірінші болып осы Мұқан үйіне дастархан жайып, көңіл шайын берді. Ауылдан келгеннен кейін бір апта болған жоқ. Сол көңіл шай деген бізде оңтүстікте жоқ екен негізі. Жоқ. Оңтүстікте жоқ. Мен ана көңіл шайды бар қалай ұйымдастырды. Керемет. Бүкіл ағайындарын жинап қойды. Сөйтті де мен шақырып мына кісіге көңіл шай, дастархан керемет, бұл кісінің дастарханы берекелі. Сол жерде отырып, менің көңілімді жаңағы басу айтып, көңілімді көтерді. Көңілімді аудара білді басқа жаққа. Мен содан кейін үйге келген кезде айтамын ғой келіншегіме. Мына керемет нәрсе екен. Давай енді біз достарымыз бар, ағайын бар, солардың арасында осындай жағдай болса, біз де өстіп көңіл шайын берейікші. Маған мысалы жүрегіме орын тапты. Мысалы, қандай керемет нәрсе. Дәстүрдің озығы деген сол ғой, жағдай. Өте керемет. Кейде мен мысалы көңіл шайға ресторанға шақырып жатқандар да бар. Керемет нәрсе. Сол қазіргі бір ең орны бар дәстүр. Күшті әңгімелер айтады. Қай дәстүрді мысалы тозығы? Енді білмеймін, мысалы қыз алып қашу деп жатады, немесе жаңағы баланы асырап алу, жөнсіз ретсіз, осы сияқты бір бұрыннан келатқан нәрселер бар. Мысалға ол асырап алудың да ар жағында бұрын жетім жесірлік, бауырға басуды айтып отырмын. Жетім жесірлік кездерде, жаугершілік кездерде, қиыншылық кездерде біреудің баласы көбейіп кетті, бірақ материалдың жағдайы жоқ, сондай бір нақты себептермен болатын да. Болатын. Әке-шешесі қайтыс болған жағдайда. Екі жақтың өнегесі, білімі, мейірімі мықты болатын да, олар бағанағыдай асырап алса да оған зұлым тәрбие бермейтін. Енді қазір ондай бір сапа болып көріп жатқан жоқпыз. Өз баласына өзі дұрыс әке, өзі дұрыс шеше боламай жатқан кезде, енді біреудің баласына керемет махаббат көрсету қиын шаруа. Сондықтан мен ана интернаттағы баланы асырап алуды, жетім жесірді айтып жатқан жоқпын.
әке шешесі бола тұра біреудің бауырына салып беруді иә айтады. сол кеше осы мынау Түркістандағы жағдай ма, әкесін ұрды деген баланы осы қатты болып жатыр ғой, қазір қатты дау сол болып жатыр. енді осының бағанағыдай барлығы. ғой біздің қоғамда қанша мысалға адами қарым-қатынас жақсарса, не үшін мен қарым-қатынас деген тақырыпқа энергиямды жұмсап жүрмін. Қарым-қатынас дегеннің ар жағында құндылықтар жатыр, қарым-қатынас ар жағында дәстүр, қарым-қатынастың ар жағында өмірдің бақыты жатыр. Бәріміз жеке бақытты бола алмаймыз ғой. Мысалы жер бетінде жеке жалғыздан жалғыз жүріп ішіп жеп, жалғыздан жалғыз жүріп қыдыра алмайсың. Біреумен қарым-қатынаста боласың. Сондықтан қарым-қатынас дұрыс жолға қай кезде келеді? Адамдарда сапа болған кезде. Сапа. Маман болса да сапалысын іздейсің. Дұрыс тәрбие. Махаббат болса да сапалысын. Бір күндік махаббатты қаламайсың. Кез келген нәрсенің сапалы болғанын қалайсың. Дүниеге ұлың келсе де мүгедек болмаса екен, қызың келсе де жағдай денсаулығы болса екен дейсің. Енді адамдардың қарым-қатынасының өзі мүгедек қарым-қатынас қой қазір. Шала қарым-қатынас. Әйтеуір бар көкжиекте біреулер. Бірақ бір-біріне сағыныш жоқ, бір-біріне болысу жоқ, бір-бірінің жағдайына кіру жоқ. Мысалы жомарттың 3 түрі бар дейді да ғалымдар. Сен сұрасаң беретін адам, қол ашық. 10 теңге сұрадың, 10 теңге берді. Енді бір адам 10 теңгеңе 2 теңге қосып беру мүмкін. Ол тойға тағы да ақша керек болады, мен мынаны ала тұрайын деп та мысалға. Енді ол одан да мырза дейді мысалға. Енді мәрт сахибай деген болады. Ол қандай? Сұратпай береді. Ал сұратпай берудің ар жағында не жатыр? Ол сені ойлап жүр деген сөз ғой. Сені уайымдап жүр, сенің жағдайыңнан хабардар. Өзің ғана емес, ол өзгелердің де жағдайына кіріп не болып жатыр, туыс не болып жатыр, көрші не болып жатыр, бұл қалай болып жатыр деп ойлап жүргенде ғана бұл пайғамбарларға тән сипат болған. Кешегі біздің осындай сұратпай беретін сахибайларымыз болған. Сондықтан қарым-қатынастың кез келген деңгейінде осы сахибай сияқты сапа керек қой. Мысалға әйелің сенен маған гүл берші демеу керек қой негізінде. Сен гүлге орап тастауың керек. Немесе сен гүл берші деген мәселе гүлде емес қой, ол маған внимание берші деп тұр ғой. Сол сияқты немесе ер азаматың маған бір алғыс білдірші, махаббат сыйлашы деп тұруы мүмкін ар жағы. Қатайдым, шаршадым, өңкей еркектің ортасынан бір маған нәзік қарым-қатынас керек дегенде, сен де үйге бүйірің таянып тұрсаң, ол да саған бір еркек сияқты қарауы мүмкін да. Сенің бір нәзіктігін қарсы алу керек шығар оны, даладан қатайып келген еркек. Сол сияқты енді әйелден де, еркектен де, әкеден де, баладан да ортада осы сапалы қарым-қатынас болса, негізі біздің қоғам толық бақытты болуға жағдай бар ғой негізінде. Күнне қанша шақырым жүресіздер кешке шыққанда? 10.000 шақырым жұмыстаймыз. 10.000 шақырым. Біздің үйдің қасында Бүгінгі спорт сондай ғой. Парк бар жақсы. Күнделікті кешке шығып. Енді бүгін көршіңіз туралы көп нәрсе айтып жатырмыз ғой. Жақын емес, жақын деп сізді шақырып хабарымызға арнайы барлығын айтсын, шынайы айтсын деп шақырдық. Сондықтан рахмет уақыт алып келгендеріңізге. Оның үстіне өте неге өкінетініңізді де білдік, миссияңыз дәл қазір қандай екенін де білдік. 10 жылдан кейін Мұхамеджан Тазабеков қандай болатынына да көзіміз жетіп отыр. Соңғы сұрақ, достарыңыз көп пе? Достарым көп. Енді достықтың енді өзім бағалап былай қарайтын. Сізде бәрі 2-ге 3-ке бөліне екен. Енді біз математический барлық нәрсеге проект ретінде қарап. Категорически не жоқ та, да, нет деген жоқ та, я жоқ. Достың да үшінші варианты бар. Бар. Себебі ол варианттар болмаса өмірде. Сізді сөзбен ұстау қиын. Мойындау керек. Барлық сұхбаттарыңызды көрем ғой. Мен бүгін егер дін тақырыбына байланысты болып жатқан қоғамдағы өзекті мәселелердің барлығын көтергенде, біз кемі 10 сағат сұхбат жазуымыз керек. Мен оны да білем. Біз тек қана отбасы аясында ғана қойылған сұрақтың өзіне сондай тұшымды жауаптар алып, сондай апаның өзі сұрағының бәрін ұмытып қалды ғой соншалықты. Сұрағының барлығын жауап ретінде тыңдағаннан кейін ғой деймін. Жақын күнделікті араласатын достар болады енді. Сосын енді ара-гідік сағынысып, алыстан араласатын, немесе шетелдегі достар болады. Менің күнделікті араласатын достар, оларға қойылатын талап та басқаша да. Мысалы, олар сенің үйіңе келеді, сен оның үйіне барасың, жақын араласасың, доссың, мақсатың бір, мүддең бір сырлассың. Бұларды мен дос деп қай кезде есептеймін, немесе мен біреуге өзімді доспын деп қай кезде сезінем, оның көзі жоқ жерде оның абыройын қорғасам. Оның көзі жоқ жерде оның абыройын қорғасам. Әйтпесе оның достығынан не пайда, мен оны қорғай алмасам. Ол мені қорғай алмаса, міне Асекең жағы сыртымнан қанша жерде мысалы қорғап жүр. Мен Асекеңе сыртынан
жаңағы осы бағдарлама болғанда анам келемайтын болды, әйелім қызым келемайтын болды да ағайынның арасынан басқа адамды ойлаған жоқпын, Асекеңді бірден ойладым. Өйткені бұл менің ағайынымның арасында тұр да, ойлаған кезде ойымда. Сондықтан жақын достарда бірінші бағанағы сенің жоқ жерде, көзің жоқ жерде абыройыңды сақтайтын адамдар болса деп ойлаймын. Екінші, енді өте жиі араласпайсың, бірақ бір-біріңді дос деп есептеу үшін мен оны материалдық бір-біріңе аянбайтын адамдар деп ойлауым керек. Мен қалаған уақытымда одан қалаған сумамды сұрап ала аламын, қалаған уақытында ол маған салмақ сала алатын дос болу керек. Біз көбінде достыққа дүние араласпасын дейміз ғой, ол достық емес, ол бір шығармашылық, рухани байланыс қана. Ал дос деген сөзді қолданған кезде ол жанаяспас дегендіктен оны анықтау үшін, оның түбіне дейін жетіп шынайылығын сезіну үшін оны саған айқындап беретін материал, қаржы, дүние. Одан асқан формат жоқ. Өзі біреудің шынайылығын ажырату үшін ортаға дүние түсу керек. Әйтпесе бір-біріңе тереңдемей қарым-қатынас жасап жүре бересің. Ортаға дүние түсу керек. Дүние түскенде барып сыналасың, сол кезде оның шынайы жасырған. Өйткені дүние ешкімді жақсы жаман қылмайды. Байлық ешкімді жақсы жаман қылмайды. Байлық, дүние адамның жасырған жақсы жаман сипатын сыртқа шығарады болды. Ол адамның сапасы басқа нәрселермен көтеріледі. Сондықтан бұл менің екінші орташа дәрежеде араласатын адамдарды мен ортада бірдеңе жүрді ма, жүрмеді ма, соған қарап дос деп есептеймін. Мені бір кәсібіне доляға тартты ма, мен оны бір жұмысын атқарып бердім ба дегендей ғой енді. Ал енді алыс шетелде достарым болады, басқа достарым болады. Ол достарым ортадағы тұрақтылықты сақтаса, сол маған дос болуға жеткілікті. Тұрақтылық деген не? Сенің бір қуанышыңа қуанса, сенің бір қайғыңа қайғырса, сені сағынса, кемінде жылына 2 рет сенімен көрісуге тырысса, мысалға да, ол менің Москвадағы, Түркиядағы, менің Лондонда достарым бар осындай. Егер ол адамдарға мен күнделікті ортада қаржы жүру, немесе мен жоқ жерде Асекең сияқты менің абыройымды қорғауды мен талап етпеймін. Өйткені олар менің атым айтылатын жерлерде жүрмейді. Олар басқа әлемде өмір сүріп жатыр да. Сондықтан олар менен қарым-қатынаста бағанағы айтқан сағыныш өлшемі, тұрақтылық өлшемі, немесе бір-біріңді жаңағы сырттан барлап, бақылап, ұмытып кетпей жүру, осыны мен достық деп есептеймін. Күшті. Неге бөлем? Бұны қалай бөлмейсің? Қалай мен оны түсіндірем десеңізші? Қалай мен? Сіздің досыңыз ба Мұхамеджан Тазабеков? Ай, бауырым ау, достым. Достықтан артық Достар уже біз бауырымыз. Рахмет бауырлар, бүгін сұхбатқа келгендеріңізге, енді бүгінгі хабарымызға келгендеріңізге рахмет, құр болып шықпаңыздар. Әдемі блокнотын сіздерге сыйлағымыз келеді. Мынау да сіздерге. Анау кітапқа қарап тұрған ба? Сіздерге сыйлық апа екеуіңізге. Мынау жаңағы енді айтуға болады кітабы, бұл енді 60-тай тұлғаларменен менің жеке қарым-қатынасым, жеке көрген білген түйгендерім. Мынау қыздарға еркем өмірің болсын көркем. Апам, мынаны немереңізге беріңіз, Маликаға тұрмысқа шықпаған. Мынау қыз ұзату, ол да соған байланысты.